Алейкум ассалам, жақсы жүке, өзіңіз қалайсыз? Болды, мен балалармен сөйлесейін бүгін. Айтамын ғой. Дей бересің ғой. Енді неге өйтіп айта бересің деді, да, давай деп. Обнадеживайте. Көңілі қалмасын дейсіңдер ма, или че? Жоқ, натура сөйлесеміз ғой. Енді көп сөйлеспей кеткендер де болды ғой. Ол кездер. Ну вот, сендер де. Давай, конечно, дей салатындар. Бля, білмеймін, Алматы өзі сондай ғой. И за это не обижайтесь там? Қайырлы кеш, бұл шаткас. Бізде қонақта Жалғас Елеусінов. Елеусін тегі. Елеусін тегі. Оф, ефті алып тастап жатырмын қазір. Қойша? Жасайсың ба олай? Иә. Маза жоқ. Бауыржан Момышұлы деп па? Мен арманым еді мына жерге келу. Рахмет. Шақырдым ғой көп рет. Қанша рет? Бір 3 рет па? Иә. Конечно, келем Нұржик деп. Жоқ па кеттің ғой? Бір рет сен Алматыда дедің. Сен ол кезде Астанада болдың. Мен Астанада болдым. Сөйтсе Астанада айттың, сосын мен босаймай қалдым ба, бір нәрсе оқып. Сен Ахмен Бірмеге финалға көмектесіп attыңдар, я понял, звондадым мен. Екінші осы не болды? Алдында бір жүргізуші болдыңдар ғой. 25 жылдыққа келдік. Вот. Ол кезде үлгермей қалдық қой. Да? Жүргіздік те сразу қайтып кеттік қой біз түнде. Утром. Утром ба? Иә. Но оған дейін келем дегенсің. Ана сендердің видеоларын ұқсап отыр ғой. Енді зато қазір айтылатын әңгіме көп жинадым ғой мен негізі. Бірден барсам онша емес болып қалатын еді. Жоқ, жаңа сен өзі айтып отыр да, бізде Алматыдағындай дейді. Конечно деп айта саламыз дейді. Но оған не обижается ол жақта дейді. Алматыда қазір андай болып кеткен ғой. Пробка страшный да. Бір жерден бір жерге жетуің кәдімгі бір күнің кетіп қалады почти. Таңертең сағат 7-ден 10-ға дейін пробкада, сосын күндіз 3:30-4-тен бастап кешкі 9-ға дейін пробка. Бір жерге бару проблема. Жоқ, имеется в виду, например, давай бірден түсірейік, забьемся встречу деген сияқты. Да, давай дей саласың. Давай деймін да, барам. Сосын тыңдаймын, сосын өкініп қайтатын жағдайларым өте көп болады. Бірақ айтпай кетесің бе? Кездесейік дейтін кісілер көп болады да. Сосын телефонмен айта берсе десең, жоқ, кездесу керек. Сол уақыт капец убивайды. Барсаң, телефонмен айта салатын әңгімені айта отырады. Ол жарайды деп кетесің ғой да, жерде жоқ деп айтқан ыңғайсыз да. Бол, хабардамыз деп кетесің ғой. Сосын телефонды алмай қоясың. Сосын блоктап тастайсың. Әдемі. Кәдімі. Жақсы, шүкір. Жайдарманға келдік. Жүргізуге. Awards жүргіземіз мағжан екеуміз. Финалиссимо, Awards. Сонда екеуін қосып... Қазір финалиссимо емес? Бір ойын болады. По-моему, сол шығып болғаннан кейін шығатын шығар. По-любому. Онда Awards ба? У тебя есть какие-то информации, которые ты бы хотел передать осы уақытта, тез уақытта деген сияқты? Типа сен тезірек шығарайық па, или саған бәрібір ма? Наны подкаст ма? Иә. Бәрібір? Өзінің шешесінде. Типа бір айдан кейін шығарсақ та саған норм. Иә. Болды онда ше, бір айдан кейін. Болды. Жақсы сау болды, бір айдан кейін келсек. Какие новости? Жаңалық, қазір үлкен киноға дайындалып жатыр. Негізі ең басты жаңалық. Бірақ біздің сөйтіп айтып жүргенімізге уже 2-ші жыл кетіп жатыр. Бүйтіп кеше балалармен ойланып қарасақ, есімде былтыр Оразада бір инвестормен сөйлесіп отқанбыз. Өстіп, аға деп ше. Идея бар ма? Идея бар. 2-3 идея тұр бізде. Сон просто қайсысын таңдарымызды біліп тұрық. Инвесторлармен келіспей қалып қазір. Қанша керек? Жалпы Қазақстанда қазір түсіріп жатқан кинолардың качествосына қарай ғой. 100-ден бастап жатыр ғой елдің бәрі. 50-мен де түсіріп кеткендер бар. 50-мен де түсіріп кеткендер бар, бірақ ол көрініп қалып тұр да, 50 екені. Қазір еще көрермендер де... Жетегүлді 100 миллионға түсіріпті. Оның өзі негізі аз. Аз дейді, я. 25 миллионның өзің где-то раскруткаға жіберу керек қой. Чтоб ана идеальная вышла. Иә. Енді мен білмеймін, кино түсіріп көрген жоқпыз, сондықтан да мен айта алмаймын.
бүйтіп істеу керек, былай істеу керек деп. Біз қазір соны бірақ мақсатымыз осы жылы түсіріп, осы 25-тің күзінде шығару. Это Сөйтіп получается рекорд қою. жазда түсірмекшісің деп Жазда ғой. түсіреміз бұйырса. А жазылуы? Жазылып тұр, почти. Да? Мгм. Байгайс па аты? Аты Байгайс. Болды, стан жоқ. Енді оны білмей тұр қазір. А, Байгайстан бойынша бізде сәл именно стан деген әңгімесі үшін, не? иә. Содан кейін ойланып қалып Сен ол әңгімені айта аласың ба? жоқ. Айтуға болмай ма ол әңгімені? Мгм. Сендер қалай түсіресіңдер? У вас есть кәдімгідей департамент бар ма? Біз мысалы 3 жыл бұрын бастадық қой Байгайс болып. Мгм. Бізде сол кезде бір камера, сол звукач келеді, болды. И Таныс. біз ең тұрақты командамыз Қазақстандағы. Ары қарай техниканы дамыту деген бізде жоқ. Сол камерамен до конца. Қойшы, әлі солай ма? Бізде Байгайста үшеуміз, Ақжол деген жігіт, ол бізде режиссер, өзі оператор, Өзі монтажер, өзі монтажер, өзі звукач. өзі продюсер, жоқ звукач емес. Звукач бізде арамыздағы ең профессионал тек звукач. Ол жаңағы полный метрдарда жүреді, сериалдарда жүреді. Бірақ ол тоже дос бала. Тоже дос бала. Ақжол деген тоже дос бала ма? Ақжол біздің почти братан ғой былайша. КВН-де ойнаған бұрын тоже. Аха. Ол барлығын сол істейді. Біз үшеуміз сценарий жазамыз, түсеміз. Ол реклама іздейді. Сосын бізде 6-шы жігіт бар қазір, Нұрмұхаммед деген. Ол чисто менеджер. Бүкіл рекламаларға, кездесулерге. Ана кісі чисто творчестводан отвечать етеді. Творчествоға кетті. И творчествоға кетті, сосын мебель жасауға кетті. Оның өзінің мебельный несі бар. Бірдей оғым, иә? Иә. Круто. Творчество мен мебель. Ғанидың досы ма? Ғанидың Ғани ұстазы. тоже мебельмен айналысады. Ғани бизнесмен ғой. Мен көрген жоқпын, бірақ нормальный мебельдер шығаратын сияқты, иә? Ғани мен де көрген жоқпын. Негізі барып ше. Жоқ енді. Жұмыстарын көрдім. Шымкенттегі мен деген орталықтың бастығы ғой Ғани. Иә. Енді өзі скромный. Бар енді былай, бар біраз шығарамыз. Байлар айтпайды ғой. Ғани Кулибаевтар байлығын айтпайды. Бір уровеньдағылар ма? Иә. Давай начнем сначала. Сен Жайдарманға қалай келдің? Біз құрдаспыз. Сен қай жылдар бастадың? Мен 2015-те ма? 2015-те. Мен 2015-те кеш бастадыңсың ба? Жайдарманға мен кәдімгідей 11 бітіргенде де. Мгм. Оған дейін вообще. Бірақ мектепте бір-екі рет ойнадым. Сосын мен Алматыға Но не фанател, иә? фанател. Бірақ ойнай алмайтынсың ба? Шақырмайтын ба сені? Иә. Короче, 10-шы класста бір ойнадым, бір ойын. Таразда. Мектепте, ауылда. Тараздың өзінде емес пе? Жоқ, қасында Залини деген жерде ғой. Сен сол жердің тумасысың. В общем, мектепте 2 рет ойнадым да, Алматыға оқуға КВН үшін ғана түстім. Алматыға жетіп алсам, әйтеуір бірдеңе. Жоқ, почему кім сені ойнатпайтын сонда? КВН жоқ қой вообще. Залинийде КВН. Біздің мектеп өзі Түркісіп деген ауыл. Бір ғана команда болған, үйті олар бітіріп кетіп қалды ол балалар. Бірақ Таразда кешіреді. Таразда кәдімгідей ол жылдары ит оғандай. Иә. Огонь болатты ғой, Тараз 2000-нан кейін барлығы. Ну, көп командалар болды ғой негізі. Историясы богаты болып тұрды ғой Жайдарманда. Енді мен ауылдамын ғой, видишь. Тараздың өзінде емеспін да. Аха. Одан кейін білмеймін. Сол мектепте 2 рет ойнадық та. Сонымен ең басты мақсатым сол болды. Алматыға оқуға түссем, әйтеуір КВН-ге бүйтіп массовка болсам да кіріп алсам, маусымашарға барсам дейтін цель болды менде. Кім ұнатып жіберген КВН? Жайдарманды ма? Ұнаттырып жіберген. Назар Аударды қатты жақсы көретін мен. Әйтеуір сол кездерде тренд болды ғой. Иә. Назар Аудар, Аралас қатты дүркіреп тұрған. Золотой век болды ғой. Араластың ойындары жатып, ол кезде мен есімде Жайдарман түнгі 11-де болатын Қазақстан каналы. Иә, выходнойда. Сондай Жайдарман ойнасам екен деген арман болып, алаң қалаумен әйтеуір Алматыға оқуға түстік та. И осы жерде бір айтып өтетін не болды? Мешфак. Атуда ше? Атуда. Мен атуға түстім, мешфак болды. Ғанилар бөлек команда. Олар үлкен. Мен атуда ең кішісі етін. Потом медеттер қосылды. Олар бір курс үлкен болды, иә?
Ғани өзі бөлек команда болатын. Мағжан бөлек команда. Мен бөлек команда. Медеттер кейін келді, олар бөлек команда. Сөйтіп мешфак болады. Мешфакта Айдын жаңа ең бірінші неге келеді, атуға жұмысқа Аха. жетекші болып. Оған дейін кажется атуда андай қатты бір команда болмаған, иә? Шыққан бір аты. Ату құрамасы деген команда болған. Айдын өзі сол командада ойнаған. Олар вышкада ойнады ма? Олар премьер-лигада ойнаған. Біздің алдымызда. Ал атудан оңдасын шыққан ғой. Оңдасын, Ердос, біздің ағаларымыз, солар Бірақ атудан олар шыққан. Абай даңғылы 8 болғанда атудың атынан болып жүрді. Жоқ, негізі атудан шыққан, кейін бітіріп аграрныйдың атынан шыққан ғой. Ну, КВНщиктер әйтеуір онда бар, таниды КВНщиктер бар, атуда. бірақ енді чемпион біз болдық қой атудан. Аха. Сөйтіп жаңа Айдын ағамыз мешфак жасайды да, мен чемпион боламын сол ойында. Қалай? Айдын жазып береді маған сценарий. Неге? Мен ақша беремін. Ақша бергенде командамен біз енді білмейміз ғой онша. 20 мың теңге ма, 15 мың теңге ма? Өзің капитан болдың. Жоқ. Мен затравщикпін. Кім собирал тогда? Сен группаға кіргенде ме? Факультеттен, иә, біз өзіміз балалар жиналдық да. Сөйтіп Өздері сен қалай тартты? Қалай вообще коннект болды? мен активист болдым. Мен бүкіл мақсатым КВН-ге Сен чисто сондай цельмен кірдің Иә. екен. КВН-ге кірсем болды деген мақсат болды. И ана атуда андай болатын, ярмарка. Сондай КВН үйірмесі, би солар тұрады да, жазылып кетесің, сосын олар звондайды саған. Прикольно. Сөйтіп сондайға жазылып, потом Айдын қасында досы бар, екеуі сценарий жазып береді. Еще Айдын жүргізуші өзі сол мешфактың. Сөйтіп білмеймін, чемпион боламыз. И то ең қызықты сәт мынандай болды, мен шутка ойнап жүремін негізі. Ойынға дейінше, дайындықта. И мен білем, игровойым ондай күшті емес. Ғанилардікінде Мағжандардың игровойлары күшті ғой. Сөйтіп, затравщик бала ойын күні ауырып қалады. Келмей қояды ойынға. Сөйтімде мен затравщик бола саламын. И Айдын мен әзілді хабарлағанымды ұнатып қалады. Прикинь? Сөйтеді да ату құрамасын құрады сол ойыннан кейін. Сборный құрады. Ғаниді алады, Мағжанды, мені. Ал Ғани, Мағжан олар уже бір сезон ойнап жүр ме? Олар бір сезон ойнапса. Ғани мен алдымда чемпион болған бір жыл. И екінші жыл типа чемпионскийін қорғау керек. Сөйтіп Ғанилар екінші орын алды енді мен ойымша. 2015-те ма, 14-те ма. Сен бірақ андай қатты танымайсың оларды әлі. Просто ойнадың и все. Иә. Чемпион болдың, мәз болсын. Одан кейін ату құрамасын құрды. Сол ойыннан кейін жиналыс жасап, ату құрамасында 12 адам ба, сондай болды. Альянс. Почти, иә. Өйткені біздің ең бірінші эфиріміз 2015-те Астана әкімінің кубогы. Ең бірінші эфир. Қалай сендер Астана әкім кубогына кетіп қалдыңдар сразу? Мен әңгімем секіріп кеттім, иә. Соны айтамын. Сен мешфакта бірінші ойыннан Астана әкім кубогына кетіп қалдың ғой. Мешфак көзге түсу керек қой где-то. Сборныйда сөйтіп мен затравщик болғанымды ұнатып қалған Айдын. Сөйтіп мені сборныйға алды. Сөйтті да ол кісі енді КВН-ді өте жақсы көреді. Прям ондай адам жоқ. Тарихын біледі. Иә. КВН-ге деген махаббаты бар ше. Әлі күнге дейін келеді, бір ойын қалдырмай. Сөйтіп ол кісі октябрьдің кезінде ату құрамасын құрады да, маусымашар ол кезде январьда болды. Январға дейін күніге дайындық қой. Ойлашы, маусымашарға. Сонда 5 минуттық ойынға 3 ай ма дайындаламыз ғой біз. Сондай мощь команда шығарам деп жүрмайды. Иә. Ол кәдімгідей әзілді, ұрсат сендерге. Микрофон қалай ұстауды үйреткен адам ғой жалпы. Бізді бүйтеді 12 адамды 3-ке бөліп тастайды да, дайындықта. 3 кабинетке жібереді, 3 команда типа. КВН ойнасың. Иә, өзі жюри. И күніге сонда 3 сәлемдесу шығарып отырады ғой. Өздерін жазып үйреніп жүрсің. Иә, бізді үйретіп жүр. Шай саңдар да, но бірдеңе шығартқызады. Иә, бірдеңе шығартқызады. Круто же. Сөйтеді да, өзі жазып қояды шутканы. Мынау жақсы шутка, мынау жақсы шутка деп. И команданы адамдарын араластырып отырады. Например, бүгін үшеуміз, ертең Магамен бірге болам, дальше Ғанимен сияқты. Солайынан 3 таза ұлдар ма бәрі? Иә. Ұлдар, и ол еще қыздар командасын құрды сол жылы. Онлайн дейтін. Тоже 12 қыз ба, 10 қыз ба. Сөйтіп, маусымашарға бірінші рет барамыз. Мен бірінші рет пойызға отырым. Дато Астанаға бірінші рет келетін, пойызға бірінші рет отырым. Дато жүрегім ше, мен КВН-нің фанаты боламын ғой. Астанаға келеміз, ертесі маусымашарға тіркелуге келдік. И формамызды киіп алғанбыз, бейджик тағып, мен әлі күнге дейін есімде, жастар сарайына кірем бүйтіп. Ана жәндегі входтан ше, залға. И телевизордан көріп жүрген залға.
қызыл зал, ана жерде Сахна, Есен ағаны көремін, Ақболат отырып еді, очки тағып. Көзімнен жас шығып кетеді сол кезде. Кішкене андай арманыма жеттім әне деп. Қатты ше қуанып кеттім. Кино болып жүр ба саған? Кино болып жүрмін. Айдын біледі енді, ол бұрыннан ойнап кеткен ғой. Бізді былай көрсетіп, сөйтеміз, тіркелеміз. Сөйтіп ертесі таң ертең сағат 9-да ең бірінші болып команда болып ойнаймыз ғой ше. Сөйтіп тіркеп салған ба? Иә. Залда адам жоқ. Редактор ол кезде Рүстем Елжанов пен Бекзат Дүйсенов. Екеуі ұйқылары келіп отыр ма сондай. Біз деп ойнадық. Зал пустой. И не галкаға өткен жоқпыз. Да, там, наверное, второй тур да болған жоқ, да? Жоқ, второй тур емес. Қыздарымыз бізбен бірге келген Аты онлайн. Онлайн. Олар гала концертке өтеді. Ол кезде гала концертке өту күш жетістік еді ғой. Иә. Ой, тем более ондай командалардың ортасынан. Иә. Айдын бізден көп үміт күтті да, балалар и қыздар өтіп кетті. Они смешнее были или что-то Иә, зацепили? олар күшті команда болатын тоже. Жаным семей сияқты команда дейтін қыздардың командасы. Сөйтіп бізге сол жылы Есен аға Суперлига береді Алматыда. Ол, короче, премьер-лигадан бір саты төмен лига, иә? Иә. Типа бірінші лига. Суперлигаға жолдама береді. Суперлигада финалист боламыз. Финалист боламыз. Сол 12 бала жүрсіңдер ме? Иә, 12 бала топырлап. Сен ролің қандай? Мен затравщикпін. Әлі? Мен 22-ге дейін затравщик болып жүрмін ғой, по-моему. Қойшы. Иә. Сөйтіп, Есен аға постоянно ойынға келіп тұратын Алматыға. Сөйтті да. Алматыда ойнаған жақсы ашыласың, е? Иә. Бірақ біз Алматыда күлдіретінбіз да, Астанаға келіп шырқ қалатынбыз всегда. Сөйтіп, Есен аға келесі жылы 2016-да получается. Бізге жоғары лига береді. Сеніп ше кәдімгідей. Базар жоқ. Сразу келесі жылы. Иә. Ешқандай жетістігіміз жоқ. Есен аға андай, мынау балалардан мен потенциал көрем деп 2016-да 40 команда вышка алды ғой. Иә. Соның ішіне бізді қосып тастады. Сөйтіп 2016-да біз вышкада 1-8-ден ұшып кетеміз әдеттегі. Әлі 12 бала ма? Ол кезде енді 10 бала. Форма жасыл ма уже? Жоқ, форма мынандай свет. Костюм. Ою бар. Сөйтіп 2016-да вышкада ойнаймыз да 1-8-ден ұшып кетеміз. Көптің бірі болып. Иә, обязательно. Ең бірінші болып ұшты ғой деймін еще. Сөйттік та неге жібердік? Ол сен қалай андай сәл шокта жүрсің бе? Вышкада жүргенің, е? Қасыңда еще ол кезде кім? 2016-да Аягөз чемпион болды. Аягөз чемпион болды, иә. Сырдария жүр, сондай. Ну, мощь командалар жүр. Группада мощь біреу болған шығар? Группада мен есімде Фемида бар. Ол да, в принципе, телектен көріп жүрген. Примерканы жыртып келген кезі ғой. Фемида прям айыратын уақыты болды. Фемида болды. Сосын Әліби. Именно Тұңғыш Астана болды ойдың, по-моему. Да. Сол последний сезон болды оларда, иә. Полуфиналдан шығып кетті олар. Топ команда солар. Біз ең жас командамыз ана жерде ше. Сөйтіп ұшып кеттік та Алматыға қайтадан жіберді бізді. Суперлига? Суперлигаға. Ашық лига. 2016-да ашық лигада сөйтіп Алматыда чемпион боламыз. Бірінші рет жетістік сол 2 жылдан бері медаль, кубок алуымыз сол 2016-да болды. Ну, андай уже балалармен коннект бар ма? Угорайте. Сәл араласып қалғанбыз. Кіммен араластың сен бірінші? Біз Мага екеуміз. Сразу связь болып кетті ма? Ең басынан бастап Мага екеуміз қатты жақын болдық бір-бірімізге. Сөйтіп 2016-да чемпион болдық ашықта. Сөйтіп қайтадан вышка берді Есен аға 2017-де. Іріктеу болды осындай. 2017-де вышка берді. Қайтадан 1-8-ден ұшып кеттік. Сөйтті да премьер-лигаға жіберді. Ол кезде анау лайф па? Лайф. Иә. 2017-де лайфқа жіберді. Осы Астанада? Астанада. Біз өзінше менсінбейміз. Вышкадан келдік қой деп. Қайта шырып жүрік та. Сөйтіп өзінше финалда бітеміз деп жүрік қой біз. Одан лайфтан 1-8-ден ұшып кеттік қой. Тоже? Иә. Тамаша. Вышкадан ұштық, вышкадан премьеркаға түстік та, премьеркадан ұшып местныйға түстік ойдың. Алматыға ма қайтадан? Иә, по-моему сондай. Айдын боқта жүр. Айдын басқасында жүр ғой полный.
Сөйтіп 2018-де мен 2018-де тағы вышка берді. Есен аға бізді қатты жақсы көретін. Базар жоқ До екенсің. конца сенген Есен аға ғой бізге. Іріктеу деген жоқ қой ол кезде, иә, 2010 просто бере салам. Иә, маусым ашардан кейін вышка береді. Сөйтіп 2018-де вышкаға келіп, бірінші рет 1/4-ке өтеміз. Нормально болды ма 1/8? 2018-де бірінші рет Уже азайып жатсыңдар ма? Иә. Неше И то адамсыңдар? 8 адам болды ғой уже. Жылына 2 адам Иә, кетіп жылына отыр екі адам. едің. 2018-де бірінші рет күлдірдік қой маусым ашарда кішкене. Қандай езбіл? Білмеймін, жалпы командамен күлдірдік әйтеуір есімде. 2018-де, да? Иә, пирамидада алғашқы ойын. Сөйтіп 1/8-де күлдірдік, 1/4-ке өттік бірінші рет. Ол кезде еще біраз андай Астанамыз несі халқы сәл қиындау болатын ғой, Иә, Алматыдан иә. қарағанда намного. Алматыда жыртатын ек. Сөйтіп Астанада білмей қорқып қаламыз ба, андай қысылып қалатын ек всегда. Сөйтіп 2018-де 1/4-тен ұштық, кәдімгі жетістік көріп жүрік қой. Сөйтіп 2019-да мен ойнамадым. Бірақ уже норм жүрсің, иә, сен уже андай, как Мен- свой жүрсің уже. Иә. Көзден жас шығу жоқ. Ол кезде уже опытнымын. Аха. Сөйтіп мен 2019 ойнамадым. Неге? Мен звезда ұстап кеттім. Қалай? Сәлем ашылды. Сәлем ашылды. Мен андай бір ЧЗХ жазып жүрсің. Юсуф Мирон қарындастары дейтін команда шығардым қыздардан. Ол қалай шықты? Ол бірінші командан ба сенің? Иә. Бірінші өзің баста көрген командан ба? Иә. Жоқ, как автор ретінде. Оған дейін жазып жүрдің ба? Жоқ, оған жазбаған. Қайдан Бірінші шықты ол соларға тема? жаздым. Мешфак тоже. Мешфакта Уже мен 4-ші курссыңдар, иә? жоқ, 3-ші курспын. Мен өз факультетімнің жастар ісі комитетінің төрағасы болдым. Тамаша. Сөйтіп жаңағындай бір посвященияға команда шығару керек болды да. Қандай факультет? Экономика и бизнес. Манаста Мен сонда. мамандығым жоқ, Манас Ой, пищевой. ол эколог болды. Иә, осындай. Сөйтіп мен жаңа посвящение бір қыздар шығару керек болдым да концертке. Сөйтіп сол төртеуі шықты, жыртты. Оны қалай тауып алдың ол қыздарды? Ол төртеуі келді өзі. Төртеу подружка уже ма? Иә. Мен жаңа жиналыста айтам, команда керек қыздардан деп. Короче, бір ұлдар командасы, бір қыздар командасы деймін. Ұлдар командасы келмей қояды да, сол төртеуі келіп тұр, біз КВН ойнаймыз деп. Ойнап көргенің оларды? Ойнап көрмеген вообще. Аха. Биші ғой. Екеуі биші, үшеуі биші. Біреуі вообще андай білімді қыз ғой, ништі бітірген сондай. Қайсысы? Ең шетінде тұрып Махаббат дейтін қыз болатын. Томпақтау келген ба? Томпақтау деп айтуға келмейтін шығар. Әрбір қазақтың қызы сыптай ғой. Қазақи қыз. Қара торы дейікші. Қара торы. Иә. Қазақша сөйлеп, қазақша кейін Иә. сол қыз, иә. Сөйтіп солар келді. Просто подружка болған соң тарта салған шығар оны да. Сондай шығар. Сөйтіп Мага екеуміз жазып көреміз ең бірінші рет. Магаға да бірінші рет жазып тұр. Иә. Мага екеуміз жазамыз, сөйтіп жыртады олар. Сосын дальше мешваққа түседі. Ол стиль қайдан шықты? Білмеймін. Аты қайдан шықты вообще Юсуф Мирон? Юсуф Мирон қарындасты білмеймін, есімде жоқ неден шыққандарын, но солай ойланып әйтеуір шықты ғой, ондай стильдері, нелері барлығы. Ну, ой бәрекелді деген қайдан чух деді қойдыңдар? Ой бәрекелдіні біз Мага екеуміз бір командайық қой. Жоқ, әңгімелерім андай шатыс болып отқан жоқ. Мен бәрін нормально келіп жатырмын. Мага екеуміз мешфакта Қосаққу деген командада ойнаймыз, екеуміз бірге. 2 адамдық команда. Неден бөлек па, типа, если өз араларында ойын болса ма? Иә. Атудан бөлек. Атудың ішкі чемпионаты бізге вышкадан, вышка қызық емес бізге. Ана ішкі чемпионат қызық етін да. Бір-бірімізден шуткаларды тығып ше. И сол кезде біз екеуміз дайындалып жүреміз андай. Қосаққу. Ой бәрекелді деп айтып. Ол Мага бірден айтады, мен ой бәрекелді, қандай күшті әзіл деп. И бізге что-то жатпай тұр ол. Яғни қыздарға айтқызып көреміз, өзіміз ашыламыз да. И қыздарға тексертіп көреміз, оларға жатып қалып тұрамыз сол образ. Анель айтқаны бір жарасып тұрды ма? Сөйтіп, сол команда құрылды, олар маусым ашарда жыртты, премьерка алды сразу, и біз сериал түсірдік. И мен соған енді ол кезде мен... Біз еще бір-бірімізден кейін шықтық қой сразу. Біз шықтық, одан кейін олар шықты сразу. Біз кірдік қатты, олар да қатты. Иә. Екеуің бір сезонда түстіңдер еще. Екеуміз де бір сезонға түскен. Иә. Сөйтіп олар премьер-лигада... Біз просто андай болды да, біз ойнап тастадық та, короче, кірдік қой. Мәз боласың андай бірінші жүгіріп келіп андай диджейға
жоқ қалай болды деймін ғой. Аха. И ол бүйтіп тұр сахнаға қарап деп тұр да. Жақсы апай мыналар тоже айырып жатыр дейді. Қараймын бір қыздар айырып жатыр ғой. Өзің күтіп тұрсың ғой. Бірақ халық одан әрі күліп жатыр екен, короче. Ол кезде қыздар айырып жатты. Сөйтіп олар не болды? Премьер лигада вице чемпион болды. Да. Аким кубоктарын алды, көп аким кубоктарын Қазақстанды араладық ше. Сериал түсірдік, и соның бәрі мен ол кезде бір жасым 20-да ма сондайда ғой. Ауырып қалғанмын ғой соған. Мага жоқ па уже? Мага жоқ. Мага сол ең басында бір ойында бірге жаздық та. Ол өзі аташы ол. Иә. Жазбай қойшы Мгм. деп. Сен Магаға ауырып қызық емес кеттің. болды ол тема. Сен ауырып кеттің сол Иә. үшін. Мен өзімді ойлап қалдым мен. Агафонмын деп ойлап Иә. қалдым өзінде. Сөйтіп ауырып қалғанмын ғой. Енді ол бірінші рет андай внимание көбейіп кетті ма, бір нәрсе болып кетті ше. Елдің бәрі кім жазады деп, Есен аға да бүйтіп номерімді алып, анау мынау деп сөйлесіп ше. WhatsApp-тан спиш деп жазып қой. Иә, типа сондай. Соған ауырып қалғанмын ғой. И қалай отказ бердің? Типа жазады группа, жиги жиналамыз. Иә, мен анау вниманиені көбірек сол қыздардың командасына бөлемін да, өзімізге келмеймін, өзінше болып жақтырмай сөйтіп ше. Айдын не дейді? Айдын ұрсып қойды сонымен соңында. Мынау адам болмайды деп. Сөйтіп ол команда бітті, где-то 1 жыл ма, 2 жыл ма ойнады ғой. Иә, болды ғой сол 2018-ден ойнамай кетті ғой. Олар вышка ЧЗХ. алды. Сол премьер лигадан кейін вышка берген негізі. Сөйтіп вышкаға келе алмай қалды. Неге? Бір проблемалар болды универде, әке-шешелері қарсы болды. Өздерінің, иә? Сенің Сөйтіп келмей қатысың жоқ. қалды, иә. Жоқ, мен қатысым жоқ. Сөйтіп, мен жұлдыз ауруым жаймен басылды сол вақыттарда. Жерге түстім ғой, в общем. Сөйтіп 2019 балалар менсіз ойнады. Сені еще Салем ашылып, не Дархан Карипов, иә, получается, Мгм. давай сериал жаз көрейік деп Иә. жасаған. Сен тартты. Мгм. Сен мәссің, Ойбай. продакшнға кіргенге. Иә, 20 адам ба. Ана жерде монстрлар жүр ғой Салемнің ішінде. И мен де ойлап қалдым ғой өзім, мен значит монстр екен. Сен тоже капюшон киіп жүре берамын деп ойлап Иә. қалдың ғой, иә, костюм и капюшон. Көп сөйлемейтін болып ше. Кофе іш қойып, бүйтіп, Иә, иә, бүйтіп. Да, Всегда айрат ойланып салып, жүремін. всегда былай жүреді ғой, капюшон түсіріп алып. Деп бүйтіп. КВН-де де көп күлмей ше. бүйтіп. Шутканы бүйтіп ше. Сөйтіп ауырып қалады. Оказывается, ауырып қалады екенсің. Сөйтіп қайта шүкір деймін сол кездерде ауырып қалғаныма. И бір өтіп алсаң, ол не қандай? Не сияқты? Ветрянка сияқты ғой. Кішкентай кезіңде бір ауырып алсаң, дальше ауырмайсың да. Иә. Но ЧЗХ прикольный проект болды, иә? Ну и опасный проект болды. Ұяламын ол жоба үшін жалпы негізінде. Таза боқтық жазып тастаған үшін. Боқтық, иә. И андай ғой. Или қыздар үшін ұяласың? Қыздарды не в том свете Өзім үшін ұяламын. Қыздар нормально жүр ол жерде. Мен ғой боқтық. Қыздар шықын кеткен жоқ қой вообще? Білмеймін. Мен сол әлі күнге дейін ұяламын жалпы ол жоба үшін. Енді безбашенный кез ғой. Ештеңеге қарамай, әйтеуір бір танымал болсам болды, любой нәрсеге дайынмын деп жүрмін. Қайта қалаулым болмапты ол кезде. Или болды ма? Болды ғой деймін ол. Сондай қуып кеткен кезім ғой. Сен бүкіл предложение ашық кезің бе? Иә. Даже татуировкаға. Иә. Сол кезде ме? Иә, сол кездерде ғой. Қойып тастадым уже сол кезде. Ол кезде әлемде не бар, бәрін көрушісің ғой, короче. Бәрін. Ол кезде мына жер пустой. Мына жерде дым жоқ. Сондай кез ғой. Сөйтіп. Қазір енді. А ты нормально заработал сол кезде проекттан? Нет? Вообще берді ма хоть? Ақша берді, иә. Но или саған процесс қызықты? Маған, иә, ақша қызық емес болған ғой кезде. Маған лишь бы общага тұрасың ба? жоба шықса болды деп. Общагада ма? Ол кезде общага тұрамын, по-моему. Студентпін ол кезде. Вообще бәрі бар ақшаға, короче. Молодойсың. Иә. Анда бір рюкзакпен, бір кроссовка киіп вообще жүре беретін уақыт ғой. Ештеңені ойламай. Круто. Күшті кездер бірақ ол. Сөйтіп, иә. Сөйтіп, әңгімем бүйтіп келіп жатыр. 19-да балалар өздері ойнады да 1-4-тен 3 тойдың, по-моему, или полуфиналдан ба? Есімде жоқ. 1-4-тен. Бізбен бірге ұшты ғой. Иә, сөйтіп тойдым. 19-да. Сөйтіп 20-шы жылы ойнамадық. Сен уже татуластыңдар ма? Иә, татуласып бәрі. Қай жылы? 19-да? 20-да ма татуласып кеттік полный. Қалай?
Мен Сен уже барып кешірім басылдың, сұрадым, короче. иә. ЧЗХ әңгімесі бітіп Болды, алды. уже есім жиып алдым. Уже үйде бос уақыт көп. Есім жиып, иә. Барып, балалардан кешірім сұрап, дұрыстап сөйлесіп. Кешірім сұрадым дегендей. Мен кешірім сұрай беремін адамдан. Иә, обещать ете берсін, иә, все, келемін. Жоқ, обещать ете беремін. Сөйтіп, балаларды қабылдап, дұрыс түсініп. Балалар шкінт етіп па, балалар? Ауыр қапсың ғой, бала, деп ше. Айдыннан басқалар шкінт етіп па? Иә, бәрі, негіз балалардың бәрі ренжіп қалған. Сөйтіп, 20-да бірге тұрып қайтадан, 21-де құрылдық қой қайтадан ату болып. Но ол кезде чистка болды бізде. Ғани айтып берді ма оны? Айтып бермеді ма? Ғани айтты, то, что сендер андай капқа... Кап, сол, ең бірінші. Зачем өзіміз 3 адам нормально заработать можем деген кездер ма? Ақшаға бола командада адамдар шығарып жібердік қой. Еще группа жазғансыңдар ғой басында, иә, давай барайық, амына осындай болыватыр деп, бір 6 бала болған ба, иә? Негізі андай ғой, Жайдарман капқа шақырады. Тура сол состав қайтадан 7 адам ба, сондай қылып шақырады ғой. Сөйтіп, 1 миллион теңге ма командаға ақша алайын деп тұрық. Иә. 100 мың теңгеден ба тиет әркімге ше, по-моему, 700 мың теңге ма, сондай. Айдың қайда? Айдекең де бар ішінде. Ол да в доле. Иә. Оны айтқаны бірақ, Ғани. Сөйтіп, үшеуміз осылайынан шай ішіп отырдық та, мен Мага, Ғани. Ақыры баратын болсақ, өзгеріп барайық та деп жатырық та. Жынтсақты 1 жыл демалып барып тұрық, қайтадан өзгеріссіз барған қызық емес болып тұр бізге. И еще ақша көбірек алғымыз келіп тұр. Сен уже оқуды бітірдің, иә? Иә, бәрі бітіпсің. Сөйттік та. Не істеп жүрсіңдер? Мен ауылдан келдім, мен Таразға қайтып кеткем. Не істедің? Қой бақтым. Натуре? Иә. Неше, қанша уақыт, жаз бойы ма? Жоқ, қыста ғой, қыс бойы. Қой кезекке шығып жүремін. Сценарий жақсы шығып отыр ма мында? Сценарий да жоқ, қандай депрессия уақыт қой. Не депрессияға кіріп жүрсің? КВМ болмай кетті. Бір актер болғым келіп еді, ол да жоқ. Сценарий жазайын десем, ол да жоқ. Дым жоқ. Өз-өзіңмен общение жұмыс жоқ, иә. Сөйтіп ауылға қайтып кетіп, қой кезек бағып жүрдім. И осы капқа шақырды ғой қайтадан. Сол кезде андай бір от пайда болды жүректе ше. Сөйтіп капқа келіп, үшеуміз қасымызға бір қызды алдық та, и ойнақ көрдік. Тастан суым деген қыз ба? Иә. Сол қыз, иә. Тамаша қыз. И андай уже бұрынғыдай қорқыныш жоқ Астанадан, ол біріншіден. И екіншіден пофиг болып тұр бізге. Еркеле ойнақшы деп түсіндір. Ұшсақ ұшамыз да. Короче, ставка жоқ. Иә. Бұрында қатты ответственность болып, напрягся писать қой басқа деп. Ондай болмады да. Пофиг ойнап көрдік. Мә күлдірдік қой кәдімгідей. Бірінші рет. Айдын уже кірген жоқ, иә, творчество? Жоқ, чисто 4-іміз келдік. Ол кісі тек бөліп береді, темасын шешіп береді, юридически, скажем, и все. Бірінші рет 4-еуін ғана. Бірінші рет 4-іміз ғана. И тып-тыныш біз андай спартанецтер ұқсап келетін қой, деп ше, шулап көп адам болып. Үшеуміз-ақ отырып бүйтіп, бір-бірімізге қарап шутка жазып, сол эффективно болды бізге. Сөйтіп, андай команданың бір образы қалыптасты да, сол кездерде. Финалға дейін бардым. Финалға дейін бардық та, финалда ұйықтап қалдық. Сол капец екен. Без ответственный команда болды. Финалға ұйықтап қалдық деген. Қой сендер ойнамай қойыңдар дедім ме оянғанда. Сөйтіп, келесі жылы... Ну, бірақ сендер Ғани айту бойынша ондай қатты неде болған жоқ, чемпион болайық деген, иә? Так что ұйықтап қалған нормально болды. Бізге, наоборот, бармай финал көре салған кайф болды ма? И то, тем более, Фемида чемпион болды ол кезде. Фемидамен қарсы тіресе алмайсың ғой. Сөйтіп, біз келесі жылы сезонға түстік та, миллион чемпион болатын жылы. Ол кезде де біздің мақсатымыз чемпион болу емес. Біздің мақсат ол кезде сол вице-чемпион 3-ші орын болу ғой. Ату миниді ұту ма? Ату мини болды ғой айтпақшы ол кезде. Финалда. Иә, біздің соперник болды Ату мини. Сөйтіп миллион чемпион болды, Рудный 2 алды, біз 3 алдық. Біз Получается, сендер Ату минин балаларын каптан сбрили, да? жоқ. Ату мини болған жоқ ол кезде біздің составта. Біз өзіміздің бұрынғы үлкен составты алып тастадық қой, ішін тазалап. Дархан деген бала болды, иә? Иә. Сары бала. Дархан, Нұрсұлтан, Еділхан, Олан, Ақжол. Бір үйдің балалар ма? Аттар бір деген, Иә. Дархан, Нұрсұлтан, Еділхан. Сөйтіп 22-де 3-ші орын алдық та, біз миллионнан қатты қуандық ойдым 3-ші орынға ше. Неге? Білмеймін, ана қатты жетістік болды біз үшін ше. Еще анда уже
уже роль бар, короче. Бізде иә. роль Ол бар, и біз команда түсінікті болып тұр біз ма? келесі жылы чемпион боламыз деп тұрық қой. Ага. Біз биыл чемпион болмау керек деп ойнап жүрік қой ше. И Миллион- фан-база көбейіп жатыр Иә. уже. И миллионның чемпион болғанына біз қатты қуандық, өйткені жақын дос болды бізбен. Әлі күнге дейін жақсы араласамыз ғой. Сөйттік та 23-те чемпион болдық та. Жайдарманды аяқтап. 22-де. 22-де ма? 23-те қыздар емес. 22-де чемпион болдық. Енді ең қызығы 2014-те мен ең бірінші рет маусым ашарға келгенде ұлттық құрама қоштасты жастар сарайында ше. Ага. Біз залдың ең артында отырдық, ұлттық құрама қоштасып жатыр. Бізде андай іштей дұға болған. Дұға болғанда. Сенде ме? Иә. Командада ма? Мен командамен бірдей дұға жасай алмайсың ғой. Соны айтып, сен бізде деп отырсың. Өзімде де енді іштей ше. Қажа білмеймін, мүмкін датовый команда шығарсыңдар жоқ. әлі. Все, давай, раз, два, три деп. Тура өйстіп қоштассақ екен деп. И андай ғой. Ұлттық құрамадан кейінгі чемпион Алматыдан шыққан біз болдық қой. Ага. Чемпион болған кезде андай, как будто андай болып кетті. Сол кезде есіме түсіп кетті. Іштей ше. 7 жылдан кейін орындалды ғой арманым. 7 жылдан кейін. 7 жыл ма? Ты имел в виду, типа, чемпион болып қоштасайын. Сол ғана болды. Ұлттық құрама күшті қоштасты да андай. Еще костюммен, да? Иә, И сендер де костюммен. Үстіп қоштассақ екен, чемпион болып деген арман болды іштей. И Аллаға шүкір сол болды. Қысқаша осы. Қысқаша болғанда қанша бір 45 минут айтыпсың. Уже 45 минутта кетіп қалды ғой. Сөйтіп. А қай моментта сәл бұзыла бастадың? Татуха қойып. Ол сол кездер ғой жаңағы. Покажи татуху. Жоқ. Жоқ. Сен неге Мен былай қазір ұяласың иә былай да? Мен Әдеби бүйтіп жүрсің ба? кетіріп жүрмін. Мен қазір вообще Кетуі көп пе екен? Иә, кетуі өте жоқ. Мысалы салуың бір сағат болса, кетуің 1 жыл ғой. Неше сантиметр болды? 15 сантиметрдай ма? 15-20. Былай 15, былай 10-дай, да? Гүлдің суреті. 15-те. Потом в моментта понял то, что это гон екен. Надо убрать. 1 жылдан кейін шығар. Где-то 20 жасында қойып тастадың, да? 20 жасымда қойдым. жоқ. 24 жасымда ақыл кірді ойдым маған. Сен андайсың ғой, короче, мен алдында бір видео көремін ғой. Он такой хороший. Бір айтып тұр да, бір күйеуі туралы. Он такой хороший, не пьет, не курит, дома сидит дейді. И ана флешбегін көрсетеді ғой. 17 мен 23 жасында выживший екен. Тура сол ғой. И мен де сол поколениеден сондай выживший. 24 жасыма дейін нәпсімнің құлы болдым. Қазір кетіріп жүрмін. Кетіру сонда ұзақ уақыт ала ма не? Кетіру өте ұзақ біріншіден. Одан кейін қымбат, сосын ауыртады өте. Айтып берші, маған қызықты. Мен салмағам вообще. Салуы ауыртпайды. Салуы ауыртады тоже, өйткені ине кіріп шығады денеңе деп тік. Алғаны сонда ғана? Алғаны лазер атады бүйтіп ше. Сонда бір процедурадан жай бүйтіп өшірішпен сәл өшіргендей ғана болып тұра ма сонда? Неге ұзақ жүрсің деген ғой? 10 сеанс болса кетіру. 5-ші сеансқа дейін не жоқ қой, разница жоқ. Қойшы? Иә. Ол дайындайды. Ол астынан шыға береді ғой. Краска астынан сіңіп кетеді ғой. Астынан шыға береді да, уже 5-тен кейін сәл андай өзгеріс пайда бола бастайды. Сәл ағарады. И где-то 10-шысында уже жоқ болады. Мен қазір 5-шісіндемін. 5-шісіндесің, неше жыл болды? 1 жылдай болып қалды. Сонда сеанс 2 жылдай бола ма? Иә. Ема. Короче, бір сеанс пен екінші сеанстың арасы 40 күн 50 күндей ғой. Сен уақытылы постоянно барасың? Мен прям қатты уақытылы емес, но 3 айда, 2,5 айда бір барып тұрам. Қанша тұрады алып сол? Бір алдырғаның қазір 54 мың. Салғызғаның? Салғызғаным, мен 15 мың теңге, 20 мың теңгеге салғызғаным. Парадокс, е? Сен типа бергені арзанда алып тастау қымбат, капец парадокс қой. Мен андай естігем, сол бағана топлес деп айтып отырды ғой. Оказывается, денне, организм, сен салсаң, короче, татуханы, ол қалай ұстап тұрады дейді да, татуха жинап тұрады. Ол өмір бойы ана татухамен күресіп өтеді екен. Ауру деп ойлап, короче, сен иммунитетің бар ғой. Өмір бойы соның границасымен өледі екен, короче. Прикинь, молекулалар, вот эти иммунитет
өлет тірілет ана арада короче айналасында постоянно война екен прикинь ішімізде Иә енді. не қызықтырып жетті сені қой бағып жүрген баланы ондай татухаға не қызықтырды кино енді ма андай жалпы ойлап қаласың ғой. Өзі 18 бен 21 жас адамның қалыптасатын уақыты ғой. Таппай ше. ну и көпті көретін кез ғой Иә. Кім болам дегенді білмей жүретін кез ғой. Сол кезде клуб не дейтіндер өте бір тренд болып тұрды. Ортамда сондай болып кетті ма? сендер еще шатаспасам андай история болған клубта қада кеткен кездер болды Көп нәрсе болды ғой бұрын. Айтып тұрмын ғой, мен қазір өзімді бүйтіп сырттай салыстырсам, бір екі түрлі адам болған сияқтымын. қалай сонда біреуге хороший болып көрініп жүрдің біреуге плохой болып Жоқ, көрініп жүрдің бұрын жаман едім шынымен де. бәріне де ма Бәріне де емес шығар, енді жалпы өзіме ше. мхм Өзіме деген қарым қатынасым. Қазір басқашамын. Қазір по-моему ақыл кірді ау деймін. Есейдім ау деймін. қанша жыл болды сен неше жасында это осознал 24 жасында ма сол Иә. соңғы 3 жылда Соңғы 3 жылда ескіріп, сөзім мен ісім дұрысталды деп ойладым өзім. Сөйтсем әлі де өте көп қой. Жұмыс жасайтын жерлерім өзіңмен. Боқтамайтын болдым қазір. ол қашаннан бері Ол бір жыл болды. Ол үйті қиын шығар бірақ жоқ, қиын емес. Андай болды. Ютубта байгайс болып боқтап түсіре беретін ек қой. уже 2 жыл өтіп кетті иә 3-ші жыл қазір Үшінші жыл байгайс кетті ма? болып жатқанымыз ғой. басында боқтап түсірдіңдер Боқтап түсіре беретін ек, бәрібір болатын. Адам боқтап сөйлейді ғой деп. Көп комментарийлер келетін еді, көшеде адамдар да айтатын. Сендерді балаларымыз көреді ғой, не тәрбие беріп жатсыңдар деп. Сол кезде мен ойлайтын, балаңа тәрбиені біз бермейміз ғой, өзің тәрбиелесей деп ше. типа көрсетпесей Мен деген өзім сияқты. айтқам солай. Даже ше. Мен не тәрбие берем деп. Сөйтіп бір күні мынандай оқиға болды менде. Үйден двордан шығып келе жатсам, күндіз ғой, жаздың кезі ойдым. Екі кішкентай бала ойнап жүрді, боқтасып жатыр. Қатты боқтап жатыр да балалар, кішкентай балалар. Сосын айтым, боқтама дедім да. Бірінші рет үлкен адам болып кеттім ғой. Не боқтасың? Маған неприятно естіліп кетті. Немене боқтап жатсыңдар, дұрыстап ойнамайсыңдар ма десем. Өзің ютубта боқтайсың ғой деді. Сол сөз андай болып қалды маған. қатты тиіп кетті ма Қатты тиіп кетті. Оказывается, шынымен де мынау ютубта жалпы жобалар істеп жатырмыз ғой. Сол шынымен де тәрбие береді екен негізінде. Көреді ғой. Көреді да, сосын мынау сөйтіп істеп жатыр ғой, мен де сөйтіп істеймін деп. Кішкентай бала қалыптаспаған ғой. Губка сияқты любой нәрсені ала береді ғой миына. Одан кейін біз боқтамайтын болдық. Бірақ соңында да арасында шығып кетеді қандай. Әбден енді. ну сенен шықпайды кажется магадан шығып кетеді Мага енді слишком не ғой, ақ көңіл, арам ойы жоқ адам ғой. Көңілінде не тұр айтып қалатын ше. сонда сен айттың ба әлде команда айтты ма давай боқтамай ақ қояйықшы Мен айттым, соны балалар да бірден келісті. ну бағжан кажется сразу келіскен жоқ ол вроде андай көршінің баласы ғой бағжан негізі Бағжан негізі жақсы жігіт қой. соны айтып тұрмын андай түрі бәрі көршінің баласына келеді ғой анам баласына қарашы дейтін ол ғой негізі Бағжан бізде мысалы бізде Мага мен Бага да өте білімді жігіттер. Маганың 2 дипломы бар. Магистр ол. Қызыл дипломы бар Маганың. Бага тоже филолог, магистр. Казгуды бітірген. Мен ғана ғой негізі. қой бақ кете салатын ба Қой бақ кете саламын. Депрессияға кетіп қала саламын. Мен бакалаврмын. жиі депрессияға кетесің ба Көп иә. не обижать еткен еді сен өз-өзің самобичеваниені обижать еткете ма бірдеңе істей алмай қалсаң сондай нәрсеге ма бір нәрсені көп істеп жүресің де жалығып кетесің ғой уже. Сосын как будто новый дүние шығарғың келеді да. ол шықпайды Шықпай жүреді де сонымен түк шығармай атырық деп жаймен деп депрессияға түсіп. Депрессияға түскенде андай емес менде, жатқап ондай емес. қалай өтеді сен Просто өз-өзіммен мұңайып жүре беремін. сөйлеспейсің ешкіммен Жалпы көп сөйлеспеймін мен Магамен, Багамен ғана сөйлесем негізінде ше. Көңілдімін солармен.
мен үйде де тұйықпын. Жалпы тұйық адаммын да. Сосын біздің енді көрермендер андай деп ойлап қалады, жаңағы образбен ойлап қалады да. Күлдіріп, көңілді жүретін адамсың ғой деп. Көшеде көргенде, неғып ойыншы болып қалғансың, неғып серьезный болып тұрсың деп айтады да. А сен по идее Негізінде, сондайсың иә, өмірде. мен негізінде тұйық адаммын. Тек Бағжан екеуімен ғана ғой. Қанша уақыт керек болды оларға үйренуге? Мағжанмен енді мен айтып тұрмын ғой, 2014-тен біргеміз. Бір жыл деші, короче. Иә. Бір жылда сен оған үйреніп алдың. Багамен резко үйренісіп кеттік біз. Тоже резко. короче. Бага тура біз сияқты адам болып келді ғой. Получается, басқалармен үйренісе алмай алдың. Иә. Енді жоқ, енді ату құрамасының балаларымен барлығымен күшті араласам, ашықпыз ғой. Ну, мен, в принципе, тоже сондаймын. Мен Сұлтанмен, Галамен, солай ғана, басқалармен тоже. Иә, Вообще. сол ғой. А Мага бізде любой адаммен кәдімгідей бірден Иә, Мага Құттықтап сразу алып общение кетеді. четкий, ол танымайтын бүйтіп қалған адаммен де күшті амандасады да. Бір әңгімені тем, спокойно кажется, айтып тауып отырады. ала ма? А мен сөйлесіп кете алмаймын сразу. А кітап Уақыт оқисың ба? керек. А? Кітап оқисың ба? Кітап бұрын оқитынмын. Бұрын орысша кітап оқитынмын көп. Білмеймін неге, орысша үйреніп алғым келді ма. Бірақ дым үйренбедім. Қайдан? Нені? Кітап қайдан келді саған бірінші рет? Орысша оқу деген. Ең Біреу береді или советовать жоқ, етеді ғой? ең бірінші рет официант болып жұмыс істеп жүргенде алхимик дейтін кітап тұрды. Неде, караокенің ішінде. Соны оқып Как жүрдім да. декор сияқты тұрды Иә. ма? Сондай қызық болып кетті кітап оқу дейтін. Сол орысша кітаптар оқып жүрмін. Қазір тек не кітаптар оқимын. Діни кітаптар оқимын. Қазақша ше. Орысша кітап вообще оқымаймын. Орысша сөйлемеймін да еще. Қойшы. Еще дегенше. А этот, орысша КВН көретінсің ба? Никогда. Нені ғана көретінмін. Камызякты көремін. Ең сүйікті командам. Сосын Спартаны көретінмін. Қойшы, сен вообще премьерка дегендер көрген жоқсың ондай? Почему-то мен ойлайтынмын, то, что сен орысша көресің деп ойлайтынмын. Жайдарманды да мен андай живой көрмесем, былай ютубтан көрмеймін онша. Жайдарманды зерттеген жақсы көресің ба? Жоқ, иә, короче. Сен вообще зерттеген. Жайдарманды мен сол былай живой көрген ұнайды. А ютубтан көргім келмейді вообще. А не көресің? Ну, енді сен қара. Сен енді как сценарист ретінде адам сценарист енді көру керек қой, өз саласын зерттеу керек. Не жоқ соған жазады, или не бар соған бір подкол жазады деген сияқты ғой. Мен ондай бір андай жоқ менде. Бір нәрсе ізденіп көру дейтінше. Сен қайдан жазасың? Мен просто ойланып жүре беремін бүйтіп. Бірден көресің, прикольно деп түрте саласың ба просто? Мен бұрын клип көретінмін. Қазақтың клиптарын бойынша. Любой клип көре беремін, ана күшті клиптерді. Сол клипті көрсем, андай бір не болатын? Идея келетін сияқты көрінеді маған. О, бүйтіп жүрсе болады екен деп. Бәрібір қай тілде. Просто ана клиптің несіне қараймын. Стратегиясына ше. Қалай жасаған бәрін. Қысқа кино ғой, короче. Иә. 3 минуттық кинолар көре салсың. Иә. Бұрын еще андай қазақша клиптер капец мощный еді ғой. Бұрынғылар кәдімгі Өмірді көрсетіп беретін ғой, ондай. қазақша 4 минутта. кино еді ғой, негізі бұрын. Ана клип бар ғой, анау. Біздің өмір әлі ал. Дерзкий ғой, екі дос болады, өсет, бір қызға ғашық болады, ол қыз өліп қалады. Дерзкий ғой вообще. Бұрын клиптің кетеді деген. бұрын клиптерде өлім көп еді ғой. Қайғы көп. Папасы өліп қалады, қызын машинаға қағып кетеді, сондай. Баласы ауру болып Андай бар еді ғой, жүрегін алып кел деген. Құлаған шығасың ба, жан балам дейтін. Сөйтетінбіз. Прикольно. Байгайс деген не ол? Байгайс дейтін Маганың шығарғаны ғой. Мага құрған ғой Байгайсты ең бірінші. Каналда ма ашқан? Иә. Жаңағы режиссер бала Ақжол екеуі атуда жұмыс істейді. Мен бір басқа колледжде жұмыс істеймін. Сөйтіп Мага өзі не түсіреді, скетчтер түсіреді. Бір выпуск скетч түсіреді да, атын Байгайс деп қояды. Ол чемпион болатын жылы. Иә, чемпион болатын жылы. Сөйтіп Мага өзі нелер скетчтер түсіреді студент балалармен. Сосын выпуск шығады ютубқа. Сосын ол түнде маған звондайды. Түнде звондайды. Кіммен түсірді сонда? Сол жаңағы режиссер баламен. Екеуі ғана түсіріп жүр ме скетч? Иә, и қасында массовка балалар бар. Студенттер. Сөйтіп түнде маған звондайды. ютубқа шығып қойған. Көрдің ба дейді. Мен көрдім, иә. Че там не ойларың бар, ары бер. Сөйтіп та маған айтады, давай бірге бір нәрсе істейік дейді.
не идея бар дейді. Сосын мен 5.32-нің пародиясын түсірейік деймін. 5.33. И екеуміз былай телефонмен сөйлесіп жазып тастаймыз сценарийін. 7 минуттық па сондай ғой. Давай бүйтейік деп. Мен ертесі атуға барамын да универге. Түсіріп тастаймыз. Просто анандай 5 минут па 6 минут па сондай ғана ғой. Универдің айналасында ма? Универдің ішінде. Заброшкасы бар ең төбесінде. Соны түсіреміз. Соны ютубқа салады. Бір камера, бір петля. Иә. Ну, екі петля. Андай шнур болып жатыр сол кезде. Соны салады ютубқа. Сол кезде түсіреді да, кеседі де екі жанынан. Резко ютубқа салады. Қойш. Иә. Вообще түк монтаж жоқ. Дымсыз. Монтаждалған шығар енді. Ну, там минимально, Иә. да? Енді 5-ақ минуттық видео ғой, несі монтаждайды. Сол атып кетеді, короче. Инстаграмға саламыз еще, и ютубқа саламыз. Дәл солай инстаграмға да саласың Иә. ма? Сол жығырт жібереді. Бір 300 мың ба просмотр болады ғой. Ойлашы. Біріншісі қанша? Біріншісі бір 5 мың ба сондай просмотр болып тұр. Иә. 5 мың ба 10 мың ба сондай болып тұр. И Мага екеуміз андай кураж ұстап аламыз, оқиға дейміз да. Сол 5.32 как раз хит болады ғой сериал. 5.33, 2, 3, 4 деп па часть түсірсеңіз ғой. 4 часть түсірсеңіз. Иә. Бага сол 4-шіден бастап қосылады. Боқтау жүрсіңдер. Боқтап жүр. Ана қорқыныштан жерде боқтау оркестрін тыңдасаң. Ол бар ғой, иә, олар әлі. Өкінішке орай бар. Сөйтіп ары қарай сөйтіп кетіп қалдық қой. Чисто пародия түсіріп. Ну, жақты ғой. Пародия, иә, жақсы кірді. Ол өте андай что-то новое болды. Прикольный. Иә, сөйтіп пародияны түсіріп, и андай уақыт болды уже. Шаршап кеттік. Қызық емес болып кетті өзімізге. Мен вообще желанием кетіп қалды пародия дейтін нәрсеге. Типа однотипный болып қалды. Иә, не жазғым келмейді, не түскім келмейді. Андай и үшеуміз де өтірік ойнап кетеміз. Халтура, тек ақша алып кетсек болды деп. Ақша қай кезден басталды? Ақша, по-моему, уже бір 3-4 выпусктан бастап біз ақша таба бастадық. Это рекламодательдер, иә? Рекламадан и монетизациядан. Сразу осылай болды ма? Сөйтіп ақша тауып нормально. Ол кезде немен айналысып жүрдің сен? Ол кезде мен колледжде жұмыс істеймін. Тоже сондай жаңағындай типа организатор. комитет по делам молодежи болып. Сөйтіп жүргенмін. 2 ай ма, 3 ай ма. 140 мың теңге зарплата. Квартира 100 мың. Квартира 140 мың. В ноль. В ноль ғой. Тамаша. 2 ай ма, 3 ай ма істедім де, сөйтіп байгайс болдық. И ары қарай дамып кеттік қой. Дамып кеттіңдер ма? Біріншімен салыстырғанда сәл уверен айттың ғой. Ары қарай дамып кеттік қой. Даму керек қой. Біріншімен салыстырғанда сендерде потом кәдімгідей полноценный 8 сериялық атынып тұрмын. Пирамида дейтін сериал болды бізде. Ол комедия емес. Ол андай социальный проблема жайында. Сол кезде сол проблемка болыпты ғой, отырғызып сондай. Андай Q-net, жалпы сондайлар көбейіп кетті ғой. Онда вообще комедия жоқ, юмор жоқ па? Вообще жоқ. Онда өзің жаздың, балалар. Иә. Оны мен өзім жаздым. Одан кейін біз Ауылбай дейтін бір сериал түсірдік. Ол айтуппен бірге, ол қуып кеткен сериал вообще. Ұнамады ма? Ол ұнаған жоқ бізге. Сосын Орта дейтін сериал түсірдік. Не вот Орта? Оны түсіріп кеттік та, тоже желание кетіп қалды. Қазір жоқ екенсің. Иә. Сразу ауытқи салады екенсің. Не ұнамайды сонда саған? Оның именно Ортаның несі ұнамай қалды ма? Орта тоже сондай андай одно и то же болып кеткен сияқты болып кетті. Не, андай желание болмай кетеді, махаббатың кетіп қалады, сосын қоя тұрайықшы дейміз да. Жігіттерге де оны түсіне салады бәрі. Жігіттер де түсініп жүр ғой, бәрі біліп жүр ғой. Сөйтіп 6 айдай ма біз ешнәрсе түсірмей қойдық қой. Мага Турцияда полнометрдің съемкасында болды. Біз Бага екеуміз мына жақта съемкада болдық. 6 айдым түсірмедік. Сендерге уже нелер жақсы шығып атты, иә? Үлкен киноға предложение деген. Мысалы, өзің өз басың қанша киноға түсіп тастадың? Нұрлан Қойынбаевпен түстік. Одан кейін Рамазан Амантайдың Мәдиін Чайна дейтін киносында. Ну, и то главный шыққан роль жоқ емес. қой деймін ол, иә? Жоқ, шығып бітті ойдым ол уже. Сол жерде жүрдік. Одан кейін ол Заманбектен кейін, иә? Иә, Саманбектен бұрын түсірген негізінде. Образдар қатты ұқсайды екен. Иә. Заманбектен бұрын түсіріп, негізі сол бірінші шығу керек болған.
Но олар Заманбекті шығарғандай дұрыс шешім қабылдаған. Екеуі, иә? Одан кейін Гүлнұр Мамасарипованың біз екеуміз дейтін киносына біз үшеуміз түстік. И то эпизод тоже. Үш кино түстік. Басқа сбривать еткендер көп болды ма? Біз енді қазір Ұнамағанда. түспейтін болдық еш нәрсеге. Неге? Біз өзіміздің үлкен киноға ғана түсеміз деп шештік та. Жалықтырмайық деп Иә. ойлап жүрсіңдер ма халықты? И то андай болып кетті ғой, бір рет жаңағы Нұрлан Қоянбаев ағамыздың киносы шығады, ол біткеннен кейін не шығып тұр ғой жаңағы Рамазан Амантайдың киносы шығады да. Ол жерде тұрмыз, и сосын андай комментарий болып қалды. Осылардан басқа адам жоқ па? Уже жалып кеттік деп ше. Сондағысы екі-ақ кино. Болды, түспейміз дедік. Қазір қандай периодичностьпен Байгайстан түсіріп отыр? Айына бір рет шығарып жатыр ғой. Сендер, получается, сол айда түсіресіңдер, иә? Иә. Сол айда түсір. Қалай вообще? Қанша күн жазылады? Қанша күн түсіріледі? Қанша күн монтаж жасалады? Бұрын біз өте андай не едік, тез ше. Тез қимылдап, тез жұмыс істеп, тез түсіріп, тез салатынбыз. Қазір өте жай болып кеткенбіз ғой. Еще әркімнің қазір жеке басқа тірліктері бар. И ұзақ болып кетті бізде қазір процесс. Жазылуының өзі бір апта, екі аптаға кетіп қалады. Бұрын біз 2 күнде жазып тастайтын едік. Просто жиналу қиын бұл үшін ба? Жиналу қиын, одан кейін сол әркімнің басқа тірліктері де бар, содан кейін ғой. Түсірілім бір күн, максимум 2 күн. Вот Дубайда түсірдіңдер. Дубайда түсірдік. Неше күн түсірдіңдер? Дубайда 2 күн түсірдік. Неше күн болдыңдар? Вообще 5 күн болдық. И то 2 күн біз кәдімгідей емін еркін жай түсірдік қой, асықпай. Өйткені жатқан гостиницамызда түсірдік. Соны айналасы ғой полный. Ары бері жүрмейсің да. Сендер базар жоқ барасыңдар да андай, иә? Мен андай айтқан, кім? Олжас айтты ғой. Диджей Опанғали. Сол айтады. Бір моментта оларда андай болды. Дубайда деді ойдым, иә, кажется. Или қайда, не помню. Бір выпуста бір түсіріп келе жатады да, и дала қараңғы оқапты дейді. И өтірік шығып, біз шыққанша қараңғы оқапты ғой деп. Дальше ұра берді. Ондай момент бізде көп. Короче, ұра берді. Бәрібір де логика дегенге қатты үңілмейді екен дейді. Ондай момент өте көп бізде. Қандай, например? Сол жаңағындай бір сахна күндіз болып тұрады да, тура соның жалғасы түн болып кетеді да. И үлгермейсің ғой, физически үлгермейсің. Ой, түн болып кетті деп айтсың. Или андай болған бір момент. Съемка бір күн түсіреміз, сөйтеміз де үлгермей қаламыз. Ертесі түсіруге уақыт болмай қалады да, келесі күн түсіреміз ғой. Мен сол бір күнде шаш алып келем. Мынау күні шашым өсіп жүреді да. Мынау күні тура соның жалғасы ғой. Четкий өрсін. Шашым алынып тұрады да. Мага типа артымды жауып тұр ғой. О, шашым түсіп қалған ба дейді. Болды. Я деймін. Четко аккаунт документ түсіпті. И болды, соны дальше кете. Ақтап аласың да кете бересің. Бізде қиындатпаймыз көп нәрсе. Біздің көрермендерде простой ғой. Оларда қиын нәрсе көргісі келмейді. Біздің көрермен өте өзіміз сияқты простой. Заказ береді бізге еще. Келесіде енді ананың пародиясын түсіріңдер деп. Біз давай дейміз де, соны түсіреміз. Біздің көрермендер күшті. Байгайстан деген қайдан шықты идея? Байгайстан... Кстати, ананы ұмытпай тұрған. Байғұстар ма ол? Или байгайс па? Ағылшынша мағынасы ма? Байгайс қой. Мағынасын айтам. Мағынасын ол білмеймін енді, бірақ андай қылып айтты ғой, гайс дейтін ребята. Иә, гайс ребята. Бай дейтін қазақша бай. Бай жігіттер. Через А ғой, иә? Иә. Бай жігіттер. Иә. Байғұс емес. Байғұс емес. Байғұс деген жаман ғой. Сөйтіп Байгайстанды мен ойымша Баганың идеясы ойдым ол. И то оның идеясы болғанда, оның идеясы андай болды. Квартирадан көшіп кетіп, киіз үйге. Сол жақта жұмыс істеп, квартира алу мақсат, короче. Но мемлекет болмады ол кезде. Сосын кейіннен общий жаздық та, давай мемлекет қылайық дедік. И мемлекет болып кеттік. Қазір президентпін мен айтып. Бір мемлекеттің президенті. Жайдарманшымын и президент. Несовместимый нәрсе. Зеленский екеуміз ғой қазір. Но өзіңе ұнай ма? Пока ұнайды, маған ше қазір
шутка айта берген ұнамайды жалпы өзіме негізінде. Маған серьезный андай пайдасы бар, білімді дүниелер айтқан ұнайды да. Бірақ біздің көрермен Сен андай өздеріңді сөйтіп алдыңдар ғой. сөйтіп қабылдап қойғанда, сөйтіп сәл бір дені дұрыс әңгіме айтсаң, ош мынау На измене оқып аласың. иә, мынау неғып қуып отыр, немене ақыл айтып отыр, неғып өзінше оқымаған деп сөйтіп қабылдайды. Көп адамдар сөйтіп ойлап қалатын сияқты, мен андай деп жүреді деп. Негізі ондай емеспін. Қиып алатын екен. Осы бесаатын жері көп болып кетті. Актерка көріп тұр екен. Ой, актерский ұрып тұр. Жоқ, олай емес қой, но видишь, мен түсініп тұрмын. Сен хочешь андай пирамиданы, короче, негізі идеальный болды ғой сен Жоқ, басында, иә. Пирамида, ол серьезно ғой более. Жоқ, ну типа ой салатын деген сияқты түсіргің келді ғой ол кезде. Мысалы, қазір мынандай сценарий жазамыз бірге, сосын мен андай жағына қазір көп тартып кетем. Бірдеңе, бір посыл берейік деп. Посыл айтам. Мысалы, нені айтсам болады? Ойланған жерлеріміз кесіп тастайсың ғой, иә? Просто ұзақ болып кетіп отқан сияқты. Ой, нормально бәрі. Короче, андай Таза әңгіме ғой. ұлтқа бір андай өзімше бірдеңе айтқым келіп кетеді да, сосын балалар тоқтатып отырады. Қойш, қумайықшы деп ше. Сен шал басылып кете Иә, ма? мен шал болып кете кете беремін, ма? иә. Дені дұрыс нәрсе айтқым келіп кетеді, бірақ арасында айтып қаламыз сонда да. Қазір Байгайстан басталғалы бері ішінде андай дені дұрыс әңгіме өте көп негізінде. Ғалымдардың нелердің сөздерін шуткамен деп жеткізіп жібереміз. Ойымыз жалпы Байгайстандағы ой көп адамдар бірінші выпуск шыққаннан кейін қатты шум болып кетті. ТикТокта, Фейсбукта. Мыналар не деп, радикалдар деп. Иә, бөлектеніп жатыр. Бөлектеніп жатыр, межнациональная рознь, анау мынау деп ше. Қатты шу болып Ол кетті. административный ештеңе келген жоқ па? Біз содан қорықтық. Бірақ қорқып шығара берейік деп екіншісін шығардық. Сендер тек қана сол комментариймен ғана қорқып қалдыңдар ма? Иә. А былай угроза конкретно келген жоқ. Үшіншісінде де жалпы біздің ол жердегі Байгайстандағы мақсатымыз халықтың арасына ондай іріткі салу емес, керісінше халық пен биліктің арасында бір алтын көпір болып, халықтың айтқысы келген дүниені билікке, өйткені билік көреді. Көретіндер бар. Соларға жеткізіп, биліктің кейбір дұрыс нәрсесін біздің халық түсінбей қалады ғой. Соны шуткамен өзіміздің қарапайым тілде халыққа жеткізу негізгі мақсатымыз. Өйткені мен бүйтіп ойлаймын, біздің билік пен халықтың арасында андай не түсініспеушілік қатты да ше. Естілмейді просто. Бір-бірін естімейді. Мына жақта бір андай түсініксіз тілмен сөйлей салады ғой ше. Біздің халық оны түсінбейді. Халық простой нәрселерді айтып жатыр да, но оны билік түсінбейді. Сендер қолдан келгенше соны юмор арқылы көрсетіп отырсың. Юмормен, дұрыстап әңгімемен айтатын жерінде айтып. Подожди, онда ше сендерге задание келеді ма? Кімнен? Басшылықтан. Жоқ. Үлкен басшылықтан, давайте осындай теманы түсіндіріп беріңдерші, если возможность болса деген сияқты. Ондай болды ма обращение? Болса да біз заказға емес, кәдімгідей өзіміздің іштен шыққан әңгімені айтамыз. Заказбен әңгіме болмағанбыз. Сендер, например, өзің не түсінбей жүрсің, соны зерттеп, соны анда ет көресің, ауыстырып түсіндіріп. Жалпы мақсатымыз сонысымен ұнап жүр саған, иә? Маған ұнайтыны сол. Одан кейін андай нелерді айтып қаламыз. Халқымызға пайдасы бар. Білім жағы. Күшті тема ұстап алдық негізі ше. Халықта болып, билікте болып ауыса бере аламыз да деп ше. Сонысы маған ұнайды жалпы өзіме. Ол по наитию шықты ма келе бара-бара? Негізінде біздің жоқ, Байгайстың жалпы бүкіл пародиясының ішінде ондай дүниелер бар. Кез келген выпускасын алып қарасаң да, билікке де, халыққа да айтатын жерлер көп. Именно Байгайстанда, иә? Пародияларды ең бірінші пародиядан бастап, қазір Байгайстан енді полноценно сондайға өтіп кеттік қой. Оған дейін арасында тығып отырдық та. Жалпы халқыма жаным қатты ашитын патриот азамат.
Бірақ ол сенде 24 жасынан кейін ғана ойлар пайда болды. Енді 24-тен кейін де ары қарай өмір бар шығар. Сонда сенің ұстанымың не? Қазіргі ма? Иә, халыққа пайданы тигізу ма? Я барынша әйтеуір пайдалы болып, ертең артымызда өлгеннен кейін бір жаман әңгіме ермес екен деймін енді ше, жалпы. Бала шағамыз да көрсе, ертең кейін әкем қор боқтай беріпті ғой демей ше. Әйтеуір бір нәрсе айтып қапты ғой деп. Сосын бір хотя бір бізде 2 миллион адам көрсе, бір сериямызды. Сосын бір 2 адам дұрыс ойланып қалса біздің әңгімемізден. Ой түйсе. Ой түйсе. Вот жетеді сол. Қазіргі мақсат сол. А ты не думаешь, что сен бір күні тоже Байгайстаннан жалғып кетесің? Мүмкін. Қажы нешін серия түсіріліп жатыр? Қазір 3 қана. Түсіресіңдер ме? Әзірге нормально. Мен ойлаймын, бәрі идеальный болып кеткенге дейін ол сериал жалғаса береді деп. Просто андай ғой, сен базар жоқ қоя салады екенсің де сразу. Ұнамайды болды қоя саласың, болды қырсыға саласың, не? Қырсықпаймын. Или балаларға түсіндіресің бе? Балалар да түсінеді. Жоқ, енді мен андай емес, Байгайста типа мен ғана главный, мен не істеймін. Жоқ, сен битте салмайсың ба? Мысалы, ана жерге что-то желаем жоқ, менде желаем жоқ деп кетіп қала салмайсың. Біздің команданың бір уникальності, біз үшеуміз бірдей не істейміз. Бірдей настроение кетеді. Бірдей настроениеміз күшті болды. Но көбінесе настроение сізі мен. Ең күшті настроение ол мага. Мага мотор ғой ол. Бага баланс ғой. Қазір еще жүргізуші болып кеттіңдер, иә? Қазір жүргізуші болып жүр, маған ұнап жүр. Ұнай ма? Иә, маған ұнайды. Что-то новое ашыла ма? Иә. Жалпы енді оның бәрі мен ойлаймын, бала күнгі армандар ойдым. Соларды қазір орындалып, содан кейін ұнап жүр. Өйткені кезінде Марат ағамыз, Еркебұлан ағаларымыз көріп өстік қой, әлі күнге дейін көреміз ғой. И жүргізгендері нелер ұнайды да, кәдімгідей күшті. Басқаша ғой. Иә. Сонысы ұнайды да, и содан кейін махаббатты ашып берген ғой ол кісілер. Содан қазір типа сол кісілер сияқты жүргізіп жүр, сол ұнайды. Өткенде жайдарман 25 жылдығын жүргіздік. Сосын ең бірінші үлкен соны жүргіздік қой. Жоқ, оның алдында не маусымашарда Иә, жүргізуші бол. қызық премияға пародия жасадық. Қызық премиялар деп. Иә. Сол кезде ұнады ең бірінші. Иә, сәтті болды. Одан Ол вообще ең бірінші вообще жүргізу болды ма сонда? Иә, сол мага екеуміздің жүргізу. Ол эксперимент болды, значит, иә. Осы жерде бір айтып өтетін жағдай, жалпы Есен аға қатты жақсы көреді бізді. Атуды, сосын Мағжан екеумізді. Бағана айтып өткендей, ең бірінші әйтеуір вышка береді, постоянно 3 жыл. Иә, 1-8-ден шырып жүрген командамыз негізі. Но Есен аға сенеді сонда да. Потенциалы бар, болашақ көрем деп ше. И жүргізуші де қылады, солай всегда андай көтеріп не істеп жүреді. Чемпион болуымызға да бірден бір септігі тиген кісі ғой Есен аға. Көмектесті емес, жалпы сол чемпиондық жолға алып келген ше. Ең бірінші Алла, Айдын ағамыз, Есен аға. Үйде неше боласың? Үйде мен Ақпен бір. Сен кенжесің. Иә, екеуміз ғой. Мен кенжемін. Ата-ана үйде, ауылда. Ата-анам Таразда. Қалада. Ауылда. Мен Алматыдамын, бұйырса осы жылы үй алып көшетін. О, көшіртіп алайын. Сондай мақсатта. Жер үйге жақынсың. Жер үйге. Өйткені мен әке-шешем мынандай үйде тұрып көрмеген, благоустройкада. Тұрған шығар енді жас күндерінде. Бірақ мен папам андай мал шаруашылығына не істеп қойған адам да. Тұра алмайды ол кісілер. Мен өзімде андай жүргім келмейді благоустройкада. Тар құсап көріне береді маған ше. Жер үй, кең есік алдында шашлык істейді. Қой соя аласың ба? Қой соя алмаймын мен, прикинь. Сен мал бағып жүрген адамсың ғой? Мен көп нәрсені істей алмаймын негізі. Папам үйретіп жүре береді. Бала кезден үйде мал, жылқы, сиыр, қой, тауық. Жылқы міне аласың? Ит, жылқы міне аласың? Шабасың? Иә. Жақсы шабасың ба? Байеге шабатындай ма? Ойбай, ондай емес. Жалпы қазаққа болады енді. Бірақ қой соя алмайсың? Қой соя алмаймын. Неге сен жалғыз ұлсың ғой? 5-ші классымнан бастап қой соя постоянно көрсетеді, үйретіп ше. Мен андай теория бар, практика жоқ. Көзбен үйреніп аласың ба? Көзбен, иә, бәрін білемін бүйтіп.
Қолыңа пышақ бермеген. Қолмен істеп көрмеймін. Не өзің де айтып Мен көрмейсің. жалпы андай неге жоқпын. Хозяйство. Хозяйствоға. Үй сап тастау, Вообще жоқ. бірдеңені есік істеп тастау. Бірдеңе ондай жатса, ой, жоқ. мынау үйге күшті келеді екен деген ой жоқ. Ондай. Мен папам постоянно ұрсады сол үшін. Папаң ондай бірақ. Мен папам вот сондай. Хозяйственный ма? Мгм. Тасиды үйге, бірдеңе Етік істеп тігуден қоя. бастап үй сап тастай береді ғой. Түсінсіз, сондай адам ғой. Сен сонда Қолынан мамаңа бәрі тартқансың ба? Мама жаққа? Мамам да пысық. Білмеймін мен кімге тартып кеткенімді. Просто өзің қызық екен, қойдың артында. Қойда базар жоқ, бағып бере аламын енді. Ол жақ қатты Четко. керек емес. Қойдырып тұрып бағып келе аламын. А былай қой сою, үй салу ондайға жоқ. Қара жұмысқа жоқсың короче вообще. Бірақ мен мимен ақшаны күшті таба аламын. Керек кезде. Сондай қасиетім бар. Алла сондай беріп қойған маған. Ну ол күшті ғой, иә. Иә. Үйдегілерге түсіндіру қиын ба? Үйдегілер ендігі түсінді уже. Оларға нереально болатын шығар, ол сценарий жазып ақша табу ісін Иә. істеп бе? Бұрын менде білмеймін енді. Маған ақша тез келеді өзі сондай. Қаласаң болды ма? Иә. Қиналып жұмыс істемеймін мен ше. Бүйтіп. Жоқ, қаласам емес енді мен прямо андай. Жалпы мысалы, сен хозяйственныйсың. Иә. Сен қиналып ақша табасың ба, или мимен ақша табасың ба? Көбінесе. Жалпы осыған Қазір мимен ақша тауып жүрмін. Осыға дейін Ол менің мінезім үшін. Мен андай болатын, қырсық болдым да. И андай до конца тіреліп болатын. Мен заводта істедім ғой 5 жыл. не завод? Мен машина құрастырдым ғой. Мә. Мен кәдімгі инженермін ғой. Мен шахман деген машина білесің бе? Иә. Соны жинадым ғой. Иә. Toyota Hino деген, короче, грузовой машиналар ғана жинағам ғой. Қолмен. Мен тупо андай, онда орыстар істеді де. Бастықтардың бәрі орыстар болды да. И мен соған намыстандым, короче. Бүкіл мына линия деген болады, мысалы осылай. Рет-ретмен ғой. 8 этаптан тұрады деген сияқты. Міне голый раман қояды, содан жинайды, дөңгелегін қояды, электричество. Қарайын, бәрі қазақтар ше. Бәрі қазақтар. Ал келесі менде андай болды, прикинь, мен практиканы андайда өттім. Коробка, мына этикетка шығаратын бар ғой. Конвейер дейді, сонымен жүреді. И бір голландец келеді да, ағылшын, голландец кәдімгі Голландиядан келіп тұр да. Бір новый аппаратта келіп тұр. Әкеледі де коробкада ағашта бүйтіп. И анау қара жұмысшы, Голландияның қара жұмысшысы үстінен андай күшті, андай парашюттың іші шығып тұр. Бойы ұзын, андай тік жүреді бар ғой. Мен сәл ағылшынша білемін. Сөйлесіп жүрмін анамен бүйтіп. И ол бүйтеді, мысалы, инструкцияны алады да бүйтіп. Окей, дейді, бір жерін бүйтіп бұрақ қояды, аш қояды, қайтадан қарайды. И ана мені типа ағылшынша білесің деп, ананың қасына қосып қойды да. Мен негізі үлкен ағалармен жұмыс істеймін. Соны бүйтіп қараймын да, бүйтіп бұрыл қалсам, біздің 3 аға ломды алып, сындырып отыр ғой ағашта. Бәрібір. Короче, негізі мына жерлерін бүйтіп бұрап жүрсең, өзі шешіледі. Мүмкін материал болады. Біздікілер сындырып отыр ғой, боқтап бар ғой. Мен бәде қалдым бүйтіп. Сосын анда жұмысқа алсам, онда барсам, орыстар, короче, андай ғой. Қағаз бар, мысалы, бізге Кореядан или там Китайдан келеді, чертеж. Сызба ғой кәдімгідей. Мына жерде мынандай болт тұрады, осындай деталь тұрады, номер тұрады, соны. И соны орыстар просто бүйтіп оқиды да, возьмите вот это сюда деп жинап, қазақтарды істетіп жүр, короче. И мен намыстанамын ғой соған. И мен просто қырсықтым да, аналар сияқты істеймін дедім, короче. Мен инженер болдым да, өсіп алдым, короче. Басында 2 жыл қара жұмысшы болдым. Сол кезде мен андай өзім істеп үйренген соң ағаларға айтамын ғой. Ұмыт кетеді, короче. Мысалы, кейбір резьба болады, анан короче, шаг деген болады, үлкендігі деген сияқты, ұзындығы, толщина. Ұра салады, короче, біздікілер. Кесе болды. Мен там, аға, енді анау жетпей қалады сіздің болды. Мені чертеж деп берем ғой. Қойшы әкесі кейін берші фото дейді. Фото түсіріп алса, соны берші дейді. Мен там, аға, олар түрлер бірдей. Мынаған қараңыз, номер жақсы кеттім. Біздер үйренгісі келмейді, короче. Орыстар соны жақсы қолданады. И мен соған ашуландым, короче. А так можно было именно істеп кетуге, мысалы, сценарий жазып, сөйтіп кетіп қалуға. Мен просто хотел доказать то, что вот неге қазақтар тоже мощь деген сияқты бар ғой. До конца біраз ұрысып кеттім бірақ. Солға бізде менде қармасатын моменттер өте көп. Мысалы, Алматыда новый ЖК-лар көп қой салынып жатқан.
сосын бәрі айтады да качество жоқ қазір өтірік сала салады өкімет дейді да, бірақ салып жатқан өкімет емес, кәдімгі қарапайым өзіміз ғой, негізі салып жатқан қара жұмысшылар, ол қазақтар ғой барлығы ше. Көрем ғой ЖК-ларды салып жатқанда и андай өзіме деп самағаннан кейін жалпы бізде андай жалпы ортақ идеология жоқ қой негізі. Иә. Қазақ халқының дегенше. И бәрі жеке бас болып кеткен да. Сосын үйді де негізі түсінем. Егер депутаттар салып беріп жатса, или бір шетелден біреу келіп сап беріп кетіп жатса, онда айтуға болады. Бірақ өз қазағымызда салып жатқан пофиг сап кетеді да. Сосын екінші қазақ келіп өкіметті жамандаймыз. Ну негізі ана арада я тебе больше скажу, шетелден келіп сал кеткендердікі наоборот жақсы болып Сол ғой, шығады. иә. Соған жаным келеді. Бізде просто андай ғой, әркім бір жеке еткісі келіп тұрады. Бәріміз жеке басымызды ойлаймыз да. Даже біреу барады да, мысалы, тек осындай обой ете ма, ол бір пачка хотя бы клейді алып кетеді ғой. Иә. Сонда ғой мелочь, каждый өзіне атқарылатын дүниеден алып кетеді. Сол ғой. Енді соны бәріміз әйтеуір үйтіп бүйтіп сендердің каналы бар, біздің канал бар, сөйтіп кішкентайдан айтып жүрсек, хотя бы бір адам жемқорлығын қойып кетсе, көріп бізге жеңіс болады бәрімізге. Ну оларды да түсінуге болады. Сен қалай, допустим, қарашы, сенде мысалы 3 балаң бар, жас семьясың, үйің жоқ, ипотекадасың. Сен алатын ақшаң андай деген сияқты ғой. Мен ондайға қарамаймын. Өйткені Жоқ, я имею в виду то, что негізі арасында андай оларды да түсінетін бар дегенім ғой. Түсінуге болатын жерлер бар. жалпы не ғой, ризық алладан. Жемқорлықпен әйтеуір по-любому келетін ақша ғой саған. Екі вариантпен келіп тұр ғой негізі. Ана өзің жаман жолын таңдап алып тұрсың ғой. По-любому ертең Может, шыдап кетсем, где-то больше иә, кетті одан подвернется. жақсы келеді негізінде. Берекетсіз деніп кетесің де ертең. Но сен байқайсың ба, андай өзің айтыпсың ғой, діни кітаптарды оқисың деп. Мен кітап жақсы көремін. Мен ондайды да оқимын. А сен байқайсың ба, то, что тарихи дінимен қарасақ, вот 11-12 ғасырларда, 10 ғасырларда өте көп именно мұсылмандар өте көп дүниені ашып тастаған ғой. Иә. Даже кейбіреуін потом мен аштым деп европейцтарды өздеріне алып да көбісі. Тартылыс заңы, мына звезды, планета баяғыда көрсетіп тастаған ғой. Медицина. Не? Бәрі негізі ашып тастаған. ислам дінінен келген ғой. Да, суға түсу деген мысалы, аптека деген бәрі негізі именно сол араб тілі сөздері ғой. Просто бүйтіп аударылған. Но я к тому, что байқайсың ба, потом Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы дегендерде дейін, ол енді ғалым кісілер ғой. Оларға дейін пробел бар. 6 ғасырға. Сол уақытта европейцтер көп ілгері кеткен. Ана заманда біздікілер андай именно имани адамдар тез оборот алып тастаған ғой. Бәрін етіп, өйткені андай Құранды оқысаң, бірінші оқы деп жазылады да, біл, оқы. Ты можешь, я не говорю, өзіме ондай ответствен алмаймын, но андай адамда болуға болады, можешь 5 уақыт оқымауға намаз, не делать, но андай адамзатқа пайданы тигізіп, білім алу деген, это вот азы, онсыз болмайды деген сияқты. А вот видишь, маған сол қызықта неге сондай пробел болды 6 ғасырға? Мен білмеймін, онда бір тарихшы емессің. Жалпы Аллах Тағала дейді, байлықты любойына бере береді да. Ол өйткені ондай нәрсе, короче, не ғой? Изи ондай нәрсе Аллаға. Любойына ше. Мұсылман болсын, кәпір болсын, любойына. Ал енді иманды ең жақсы көрген қолдарына береді дейді. Сондықтан да көп что-то осындай әңгіме көбейіп кетті. Андай тәңіршілдер ма, нелер. Вообще дін туралы әңгіме айтпай қойсақ. Айтпай қойған ғой. Бұны дінді кесіп тастасақ, өйткені екеуміз қателесіп қаламыз ше. Екеуміз отырып дін туралы әңгіме етіп, біліміміз жетпейді екеуміздің. Ну, сен ошибайсың, мен бұларда дін туралы сұрап тұрған жоқпын.
Сен не сұрап жатсың менен? Неге пробел болып қалды деп жатсың ба? Иә, неге адамдар оқымай кетті, неге ештеңе шығармай кетті. Мен өйткені бастадым то, что қазір вот қазақтар не хотят даже обычный, қазақтар барлығын айтпаймын. Заводта көп ағалар, фотосын көрсете салшы дейді маған мысалы, сызуды көрсетпе дейді. Сызуды анау кішкентай жазумен жазылған оқығысы келмейді. А бұрын ашып саған. А я имею в виду то, что вот сол кезде неге оқуға көп мән бермеген деген. Бұл жерде діннің қатысы жоқ. Мен просто мұсылман адамдар деп сөйтіп, именно осы біздің жерде, осы айналамызда болғанды айттым да. Салыстырмалы түрде Европа и Америкамен. Білмеймін, енді бізде ше мынандай бір ой қалыптасып қалған да. Америкамен салыстырамыз өзімізді, сосын Дубаймен салыстырамыз ше. Мысалы ше, бірден болса Америка, бірден болса Дубай. Америка қай жылы? 1700 жылдары ма алғаш президентін сайлап жатқан жылы? Иә. Олар кәдімгі демократиялық мемлекет болып несін жасап жатты ғой. Біз ол кезде хандық болып жаттық. Олар енді бізден қанша бір 300 жылға алды да ма? Ну, меньше чуть может. Мақұл 200 жыл деші. 200 жыл алдыға да олар бізден. Біз кеп Америкамен салыстыра береміз да өзімізді. И Дубаймен. Дубай дейтін мемлекет емес қой Дубай. Дубай қала ғой. Кішкентай ше. Біздің Астанадан да кішкентай шығар Дубай. Сен Дубайда мысалы болған кезде өзің культурный шокта болдың ба? Иә, Дубай күшті дамып кеткен ғой енді. Бірақ жеті полоса в одну сторону деген, 140-пен жүру деген сұмдық қой қаланың ішінде. Иә. Енді мысалы бізде ол Дубай кішкентай ғана ғой мынандай. Біз Қазақстанбыз да 9-шы орынбыз ғой әлемде. И бізді бәрі Дубаймен салыстыра береді. Дубаймен салыстырудың андай өсім жағын салыстыру керек та. Халқының қалай дамып жатқанын андай қылып салыстырмау керек. Бізде жетеміз ертең. Қазақстан дамып келе жатыр негізі. Бірақ бізде андай негатив көп та. Бізде өз арамызда андай көреалмаушылық көп. Иә, бізде негатив көп. Бірақ мен де ашуланып қалатын тұстарым көп. Например? Көп нәрсеге. Бірақ айтпаймын. Ну, сен білесің ба то, что Дубайда бизнес ашу үшін сен Дубай азаматына 30% бересің любой бизнестің. Оның барлығы енді как-то солай жасалған ғой. Ол жақта арабтар вообще, мысалы, сен көрдің ба арабты? Білмеймін. Көп жүрмейді вообще. Олар басқа қаласында болады деді. Үйде шықпай жүр. Білмеймін, маған почему-то Дубай неге ұқсатам всегда Астанаға. Дубайда. Өлі қала сияқты ма? Жоқ, өлі қала емес. Астана өлі қала ма не? Жоқ, андай Дубайды көбісі андай айтады да, как будто не живой город, андай биік ғимараттар көп. Но как будто холодный адамдар жүреді, андай сәл. Білмеймін. Жалпы ана суық, салқын. Теңізі болмаса, теңіз ба, мұхит па тұр ғой оларда. Бізде Астанада не бар ондай? Ондай жоқ, Есіл өзені ғана бар, Астанада. Бірақ Астана сияқты қала аз ғой негізі орталық Азияда. Астана күшті жоқ жерден Астана тұрғызды. Жас қала, жақсы дамыған қала. ЛРТ-ні көрдім Дубайда айтпақшы. Мощь па? Біздің Астанаға ұқсайды. И көп зданияда тоже біздің Астанаға ұқсайды. Сонда сен Дубайды Астанамен теңестіріп тұрсың ба? Иә, біз кеше Байгайстың соңғы минутында айттық. Мені Дубайда кезінде осындай жоқ жерден құрылған. Дәл Астана сияқты. Но ол пустынядан құрылған. Астана болотада құрылған. Иә. Біз Астана сияқты біз жалпы көп елде жоқ. И несін білмейміз андай. Қадірінше. Но күшті қала ғой Астана дейтін. Саған Астана ұнай ма? Маған жалпы андай дамуы, инфраструктурасы барлығы ұнайды. Но көшіп келіп жүрмедің? Көшіп келмейтінім. Неге? Суық маған. Мен ыстықты жақсы. Сен жылыда өскен боласың ғой, иә. Алматы андай мәдени қала болса, Астана прям дамуы. Сол үшін жамандай бермеу керек. Смотри, мен саған мынандай айтайын. Білесің ба то, что Япония мен Германияда Германияны 2 рет, Германияны қаланы емес, 2 рет жоқ қылдырып жіберген почти. Бомбалап. Ну, білесің да? Иә. 2 соғыста да. 3 годағы Антанта кезінде де, 2-ші. Но дамып кетті ма? Дамып кеткен.
бүкіл технология сол жақтан шығады. Мерс, Бэха. Соғыстан жеңілсе де дамып кетті ма, в общем? Японияның Япония. 2 қаласын жоқ қылдырып жіберді. Ядерный қару бірінші сонда жасалды. Мгм. Но вся технология сол жақтан. Мы потребляем Toyota, Lex, Мгм. бәрі сол жақтан. Екеуіне де екінші дүниежүзілік соғыстан кейін армия, короче, солдаттар болмайды деді. Мгм. Сондай алып тастады. Оларда болмаған, тек полиция сондайлар болды. Мгм. Но қалай олар жиналып алды? Жалпы мынандай бар ғой. Халық қандай болса, солай басқарылады деген. Не только бір депутат, президентпен емес, халық қандай, солай басқарылады да халық. Кімнің Назарбаевтың сөзі бар ғой. Маған Американың халқын Қазақстанға алып келіңдер, мен сендерге Америка істеп беремін деген. Тура сондай ғой. Біз жалпы өзімізден білімге, жаңа сен айтып отқан сияқты білімге қатты құштар емеспіз ғой. Мен өзімде мысалы бір жаңалық ашуға не жоқпын да. Мен сияқты бір 100 адам бар ғой. 100 адам сияқты 1000 адам бар да. Біздің жалпы біздің бір ойымыз андай ғой. Тез байып кету, үй алу, машина алу ғой. Біздің мақсатымыз сондай болып кеткен ғой. Үй алу, машина алу. Майда ойлар ма? Иә, Негізі былай қарасаң. Даже андай 300 миллион теңге тауып алдың дейміз да бір-бірімізге. Жалпы өз арамызда көп айтамыз. И ойша үй аламыз, машина аламыз. И бір магазин ашып қоясың. Өзің жұмыс істемейсің, короче. Или квартира алып арендаға беріп қой. Біздің ойымыз андай шектеулі болып қалған ғой. Соны мен өзімді андай қылып істегім келеді андай. Дамып ше. Но біздің тағы да сондай идеология жоқ. И білімге деген құштарлық жоқ сияқты бізде. Әзірше. Бірақ қазір білімді жастар көп. Көбейіп келе жатыр. Сен өзің грантта оқыдың ба? Мен платныйда оқығанмын. Сен өмір бойы андай білімге қатты не дружишь. Бірақ сенде қиял жақсы. Бәлкім. Енді оны бірдеңеден шығарасың сен. Иә. Егер де кино көп көрмейсің, Енді адам жаратылғанда әркімге әртүрлі қасиет беріп қойған ғой. Иә. Сол қасиетті берген шығар маған. Я думаю, сенде сол қиял деген жақсы қасиетің бар. Мида құрастыру бар ғой. Сосын мен миымда көп президент болып кете беремін. Ойша. Президент болса не ауыстырушы едің? Сөйтемін сөйтіп ойша бүйтіп Қазақстанды өзгертіп жүре беремін. Ана жерін бүйтіп жүрсек, мына жерін сөйтіп жүрсек деп. Анау жалпы адам музыка тыңдағанда әр нәрсені қиялдап кетеді ғой. Бізде бага, біз әңгіме айтамыз ғой. Бага нені күресті қиялдайды ғой. Ол борец қой. Олимпиададан ұтып жатқанын нені. Мага UFC-ға қатты қызығады. Хамзат Чимаевты қадап тастап от тастағандарын не істейді ол ше. Мен сондай нені не істеймін. Мен музыка тыңдағанда да өңшең андай музыка тыңдап кетемін қазір. Қазақи ма? Елім дегендер, қауын дегендер деймін да. Президент болып аналарды түрмеге қамап атамын. Ол неден де ойлайсың? Білмеймін. Ананікі ясно. Баганікі. Ол күресті, жолы болмады. И бір кішкентай арман қалып қойды. Жасалмаған. Ондай менде де болады. Любой спортсменде болады деп ойлаймын. Мүмкін ода да болды. Вот сенде де бір какой-то проблема болды ғой, значит. Где сен әділетсіздік көрдің? Білмеймін, ол бұрын ондай емес едім. Соңғы уақыт сондай болып кеттім. Соңғы уақыт болғанда соңғы бір 2 жыл. Нюсқа жатып алдым ба? Соңғы бір 2 жыл ма сондай. Сен өзіңді андай ауысымыңды ешкім деп ойламайсың ба? Жоқ енді. Жай жүрген жігіттен бүйтіп президент болам деп жатыр. Жоқ, болып кетпейсің енді. Жоқ, енді сен андай ғой, значит, билікті қалайсың ғой. Билікті қаламаймын. Жоқ, сен билік менде болып ауыстырсам дейсің ғой. Иә, көп нәрсеге көңілім толмайды жалпы. Соны бүйтіп өзім өзгертіп жатқанда бүйтіп қиялдап қоясың болды ғой. Давай былай. Сен егер де ертең бұйыртса, балалы, шағалы болсам, ақшаны кімде болады? Өзімде. Болды ғой енді. Значит, сен билікті жақсы көресің ғой. Сен кімде болғанды қалайсың? Мен сразу айтамын, мен андай билік, мен өзім управлять еткен жақсы көремін. Дұрыс қой?
Я не говорю то, что я буду андай абьюз бірдеңе емес. Мгм. Просто мен білем то, что мен өз өзіме сене аламын, мен дұрыс ете аламын, мен андай өз өзіме жауап бере аламын, короче. Мен қуып кетпеймін, Мгм. дұрыс распределять етемін. Но люблю, когда я буду распределять. Ол капитанский, короче, андай болады ғой, лидерский качество. Мгм. Сенде ондай бар ма? Ондайын білмеймін енді. Қандай Командада качество көрінеді ол. Иә? Мен естідім то, что мага, мен вообще таң қалдым, то, что ол хозяйственный бала. Мага, иә? Тамаққа жауап береді екен сендерге, сондай үй жататын жер, сондайды Мага өзі решал. жалпы андай документацияға Тиянақтылық, короче. өте тиянақты. Мен Былай айтпайсың, короче, мен Иә. никогда ойламаған өйтіп. Мага и адамдармен күшті общение ұстайды. Сосын документацияға күшті. Ол өте үлкен қару. Командада ондай бала болған өте үлкен Мгм. қару. Продюсер ғой ол. Иә. Ал сен? Мен переговорға барам. Ұнамаса, хорошо деп шығып кететін адамсың ба? Айтамын тарс и сценарий жазам. Командада аса бір андай серьезный роль болған жоқ сен. Өзіңе алмайтынсың, иә ондай. Жалпы сценарийді алам ғой. Сценарийді аласың. Сценарийді алам мен в основном. Ответственно аласың. Иә. Жалпы мынандай бізде мен сценарий жазам. Бұрындары үйге алып кетіп өзім жазып келетін. Балалар полный съемканы ұйымдастырады. Съемка күні, мотор болған күні мен дым істемеймін. Отырып магалар ұйымдастырып тастайды бәрін. Бага бізде неге күшті? Локация тауып тастау, бір нәрсе ұйымдастырып тастау. Ал мага Ол ана газельмен жүрген скиллдар ма? Иә, ал мага любой жерді келісіп ала алады ол. И любой адамды келістіріп ала алады. Сондай қасиеттері бар екеуінің. Ну смотри, қазір возможно 2 жыл, 3 жыл, құдай біледі. Мүмкін сендер уже сосын не актуальны болып қалуы мүмкін. Иә. Қазір мүмкін актуальностьтың пигіндасыңдар қазіргі уақытта. Мүмкін. Сол уақытты пайдалы жұмсап жүрсіңдер ме? Қазір иә. Басында ондай болған жоқ па? Жоқ, жалпы әр күніміз пайдалы ғой негізі өз-өзімізге. Бірақ Саған пайдалы күн уақыт жұмсау уақыты деген ол қандай? Сен қандай түсінікте қабылдайсың? Главное, үйде жатып, құр телефон шұқылап жатпасам болды. Мен Сыртқа оны айтқан шығып, жоқ. біреулермен кездесіп, тірлік істеп келсем, Ол да дұрыс, иә. ол нормально маған. Үйде бір күн жатып қалсам, қайтадан депрессияға түсіп кетемін мен. Түк істемей жатыр ғой айтып. Сыртқа шығып. Ол жақсы негізі. Ондай андай өзің качествен болса күшті негізі. Үшеумізде де сондай ойын, өйткені біз күнде жинала береміз ғой. Андай болмай ма? Инстаграм шұқылап, сен жатып қалдың, Инстаграм шұқылайсың, біреу күшті жасап отыр бірдеңе. Иә. Содан да басталып кете ме? Содан да басталады, иә. Өз-өзін жек көріп кетесің. Бірақ менің сұрағым ондай болған жоқ. Сен сұрағың қандай? Менің сұрағым андайды айттым, материальный жағынан. Албаты, мысалы, есть какая-то, допустим, какая-то денежка, ақша бар, оны албаты жұмсамай, мысалы, үйге, бірдеңеге жинақ қойып, осознанно, ертең вдруг мен уже, творчество деген сондай неблагодарный нәрсе. Ертең сен керек жоқ болып қалуы мүмкін да. Сол керек кезінде албаты лақпай, лучше осылай етіп алайын деген ой бар ма? Иә, мен жалпы ақша жаратпаймын негізі. Жаратпайсың ба? Мен киімде алмаймын ше. Бұрынғы киімдермен жүре беремін. Подгондармен жүре бересің ба? Ақша жинап, жалпы өзім бір жоспарларым бар. Соларға жинап реттеп. Приоритетный жоспарлар. Соған жинайсың. Вот, мен соны айтайын деген. Жоқ, жалпы андай жоқ, қорқыныш жоқ. Енді мәңгі емеспіз ғой ешқайсымыз. Любой бір жобаның бастауы бар, шарықтау шегі бар, аяқтауы бар. Андай қорқыныш жоқ, ертең біткеннен кейін не істеймін дейтін. Әр күн тәуекел етіп жүре беремін. Мысалы, пенсионка жүріп жатқан жоқ. Пенсионка қайын барсың ба, жоқсың ба? Ондай не жоқ менде. Ертең анау тамақты қайт жеймін, қаяқтан табамын деген. Кейде сол үшін де ұрыс естимін. Неге? Кімнен? Үйдегілерден. Просто ертең үйлі шағалы болғанда сен бір қыздың аманатын аласың ғой, енді өзің ответственный боласың ғой. Сол күнге дайын болу керек қой. Жоқ, ол жауапкершілікті аласың ғой. Мен айтқаным анау. Ертеңі мен қорықпаймын. Если өзің жалғыз болса.
өзім жалғыз болсам жалғыз өмірге келдің, жалғыз өмірден кетесің негізінде. Сол үшін жалғыздықтан қорықпау керек. И қорқыныш жоқ ертең күніме. Өйткені ертең не болатынын білмеймін. Әр күнім тәуекел, әр күнім шүкір күшті өтеді. Самурайсың ба? Самураймын. Только путь бар ма? Вижу цель ғой. Ол да жақсы. Иә. Но это круто, когда сен да. Мен просто білмеймін ғой сендерді ол жағынан, но жаратпаймын деген жақсы екен. Иә. Албаты шеш кететіндер бар да андай. Бүйтіп қарайсың, не істеді? Жас кезде болған шығар. Жаңағы бағанағы периодта. Выживший ол болған кезде кезде. ақша да жоқ, бірақ жарататын ақша жоқ ол кезде. Чисто қарыз ғой. Арман. Үйдегілерді үй алып көшіріп алу ма? Иә. Арман емес, мақсат дейші. Арман, білмеймін. Арман дейтін арман емес қой, иә. Мақсат қой. Үй алып, үйдегілерді көшіріп, үйленіп. И дальше дерзкий әке болу. Одан кейін, жалпы қазір андай периодқа келген сияқтымыз. Құр өзімізге пайдалы болып жүре бергім келмейді мен қазір. ютубта болсын, жалпы любой жерде ше. И максимально бір өзім білген бір пайдалы бір нәрсені айтып қойғым келеді. Ертең сұралып қаламыз сол үшін. Просто сол үшін құр боқтап, құр әзіл айта бергім келмейді уже. Сол үшін кейде адамдар түсінбей қалады. Енді осы подкасттан түсінетін шығар деген. Андай бола ма сенде, мысалы қазір кино жазылып тұр дедің ғой. Онда посылы кәдімгідей, ондай ойы бар, сондай кино, иә? Иә. Әзілімен аралас. Жалпы менің ішкі ойым мынандай, байгайс болып, енді біз алдағы бір 5 жылға стратегиямыз болса, бірінші жылы 90% әзіл, 10% посыл. Келесі жылы 80, 70, 50-50 деп бөлшіп. Одан әлі түскен дұрыс емес сияқты. Жоқ, әлі емес. Жоқ, вообще дегенім ғой. Бірден түсіп кетуге де болмайды. Иә, өйткені сендер өз-өздеріне ұқсамай кетесіңдер ғой. Өз-өзімізге ұқсамағандық. Біріншіден өзіміз де дайын емеспіз оған. Біліміміз жетпейді. Қазір неше проценттесіңдер? Қазір бір 3%. 10-ға да жетпедіңдер ме? Жоқ. 3-5. Өйткені мен өзім білімім жоқ ондай. Елге айтатындай. Білім алу ойда бар ма? Білім алу ойда бар. Білім алу ойда бар емес, жалпы білім алып жүр қой. Кітаптан. Кітап, білімді кісілермен сөйлесіп. Ұнатасың ба көп ақылдың? Сен қалай, көп сөйлейсің ба, көп тыңдайсың ба? Өз ортамда көп сөйлейтін сияқтымын. Бірақ танымайтын ортада, и өзіңнен білімді адамды білесің ғой, сразу түсінікті ғой. Соны тыңдап аламын максимально. Сосын өз призмаңнан сөйтемін да, оны қорытып аламын да, өзімді қылып айтып беремін. Байгайсқа тығып жібересің ба? Байгайсқа тығып жіберемін да, жалпы халыққа беремін ғой деп. Ұнайды өзіңмен айналысып жүргенде. Енді андай ғой, андай ой емес, өзімді бір білімді көрсету, болмаса адамдардың көзқарасы маған деген өзгерсін деген ондай ой емес. Жалпы өзімнің бір ішкі нем ғой, ертең сұрақ жауабым болады, сол кезде не деймін деген ғой. Хотя кішкене болса да бір пайдалы болып қалайыншы деп. Кім біледі, қанша өмірім саған. Иә. Пайдалы бірдеңе жасап қалсақ та. Бар ма андай сен осы кісіге ұқсағым келеді дейтін? Или осы кісі ұқсағым келеді емес, бірақ өмірі ұнайды деген. Любой жігіт жалпы әкесіне ұқсағысы келеді ғой. Әкемнің кейбір мықты качествосы мен бойымда жоқ. Например, хозяйственный деген, е, сондай. Сондай мықты качестволар менде де болса екен деймін. Ал енді жалпы андай біреуге ұқсағым келмейді. Роналдуға ұқсағым келеді. Жалпы оның андай несі ше, өз-өзіне деген дисциплинасы. Жұмысы ма? Жоқ, мен андай именно спортқа келгенде еріншекпін ше, бірақ залға барып жүрмін қазір. 3 күн ба болды да. One Fit арқылы деп ғой. Жоқ, үйдің жанында бар зал. Жалпы өзіне деген андай дисциплинасы, тәртібі мықты да. Анандай жасқа келді. Иә.
жалпы оң еще анандай фанат базамен ойлашы, Сол андай ғой. қу кетпей вообще. Ақшасы жетіп ол дым істемей қойса да болады да қазір ше. Енді Жалпы ол қалай шатаспасам YouTube канал ашты, бәрін ұтып кетті сразу. Подписчикпен бір-екі күнде жинап алды. спортқа да, жұмысына да, отбасына да дисциплинасы бар да. И сондай дисциплина ұстағым келеді. Бірақ қайдағы мен өте андай творческий жалқаумын. Сенде дисциплина нашар ма? Шықпай жатса, мен қоя салам, ертең шығады деп. Андай жоқ па? До конца сығып, қазір бірдеңе шығарып аламын деп ше. Мен андай айтып тұрмын ғой, ертеңіме тәуекел етемін да. Ертең шығады қазір деймін да. Сосын ертең шығады бірақ. Но ойда жүре ма? Ойда жүреді. И бір шабыт ашылғанда ұра саласың. Иә. Бос уақытта немен айналысқан жақсы көресің? Қазір ше, бір соңғы уақыт, андай бос уақытым болмай кетті мен. Бұрын мен бос уақытымда кітап оқитын. Или паркте жүретін. Иә. Адамдар қарап па? Жоқ, паркте жүрем просто ше, қызық. Қиялдан. Өлең тыңдаймын, кітап оқып көремін. Қазір ондай жоқ вообще. Сол максимально кішкене үйде жатып алғым келеді. И PlayStation ойнаймын бос уақытта. Андай уақыт бола ма? Ешкіммен сөйлеспей просто жалғыз қалатын уақытың хочется, вот сондай Иә, уақыт бола ма? өте көп. Просто поваляться дома. Ондай өте көп. Как будто энергия жинау сияқты. Мгм. Сен вообще шетелге көп шығасың ба? Қай шет елдерге шықтың? Дубайға 2 рет бардым, болды. Болды ма? Иә. Шетелге шығу дұрыс па екен? Мен шығып көрген жоқпын. Білмеймін, әркімге әрқалай. Біреулер айтады, шетелге шықсаң Бірдеңе аласың. бірдеңе аласың, көзқарасың өзгереді дейді. Новый идеялар келеді деп ше. Или сен сезбедің ба? Сен бір Астанаға барып келгендей барып келдің ба? Мен наоборот Астанаға келсем мен андай күшті болып қайтамын. И менде всегда андай, мен өзім байқағам, дым шықпай, уже идеям бітіп, депрессияға кіріп жатқанда мен ауылға бір барып келемін. Қой бақ келесің. Қой бақпаймын, бұл қой бақпаған қай заман. Просто үйде бір 2-3 күн болып келемін. И Алматыға андай қайтадан бір новый болып келемін. Сондай жалпы лайфхак кейбір жайдарманшы жігіттерге сондай жол болмай бір нәрсе болса, ауылға ата-анаңызға бір барып келіңіздер. Көңілді болып үйтіп жүрмеймін. Жалпы үйге барсам болды, маған ең бастысы. Үйдегілерді Иә, көрсең. әке-шешем жүзін көрсем, қатты бір үйдегілермен де сөйлеспеймін, арқа-жарқа болып. Просто үйдің ішінде жүрем, таңертең тұрамын да, қора тазалаймын. Сол жер маған күшті андай бүйтіп ойланып, қора тазалап жүре беремін бүйтіп ше. И бұрын иттерім бар еді, иттерді қатты жақсы көремін. Солармен деп жүрген күшті, ұнайды. Сосын бір аптадай боламын да, и қайтам, қайтадан свежий болып, новый болып келемін Алматыға. Тестостерон көбейіп, әй деп ше. Ана сенде сценарий қандай кезде шығады, в основном не замечал? Не істеп жатқан кезде. Бір мысал айтайыншы. Агата Кристи деген жазушы білесің ба? Иә. Әйел адам. Сол кісі енді өлім жайлы жазады Аха. ғой, детектив. Біреу өледі, соны зерттейді. Аха. Содан сұрайды ғой, қалай шығады дейді. Сол өлім сондай тақырып дейді. Мен ыдыс-аяқ жуған кезде шығады дейді. Ыдыс-аяқ онда миың өшіп тұрады да, бірден істеп жатасың. Сол кезде шығады дейді. Сенде ондай жоқ па? Жоқ, менде тісім жуғандай шомылып жатқанда келіп қалады. Да? Өйткені мен шомылып жатырмын ғой деп. Всегда сондай именно сценарийге, даже КВНге біреулерге иногда сценарий жазамын. Шутка да сол кезде келіп қалады маған. Сценарий, мысалы, жазатын командаға кірген кезде бірінші душ қабылдап аласың ба? Жоқ, Үйлеріне кіріп. жалпы үйде шомылып жатырмын да, оқ деймін да, тұртып қоямын телефонға, күшті екен деп. Сөйтіп әйтеуір шығады. Басы сол, или И көп жағдайда жалпы көңілім толмай, жалпы мемлекетке. Мынаны бүйту керек қой, мынаны сөйту керек қой деймін да, содан шутка шығарып аламын да, соны көрсетемін. мемлекетке дейсің ба? Сөйтіп жүремін. Қарашы, сен өзіңді Аха. шал болғанда қандай болып көргің келеді, и қандай болатын сияқтысың. Екеуі келе ме? Келетін шығар екеуі. Күшті шал болғым келеді мен. На позитиве? Иә? Или вообще ешкімде жұмыс жоқ? Лавочкада отыра береді. Жоқ, ондай емес. Немере шөбереме бір өсиет айтып, қуып кетпей, четкий, керек кезінде. Кетпей кететіндей ма? Ақылымды айтып, жалпы әулетіме пайдалы болып, сөзім өтсе,
Қартайғанда сөзің өтпей отқан жаман ғой негізі. Мгм. Абыройлы шал болып. Той жасайын деп жатырсың енді атаңмен ақылдас дейтін ше. Сондай ата болсам болды. Сондай боламын ғой мен енді. Круто. Сондай. Тағы не жайлы әңгіме айтамыз? Или болды ма? Бізге бар ма әңгіме айтатын? Сұрақ Біз бар. вообще КВН жайлы әңгімелеспедік, иә? Мен Сен- КВН-ді басын бастаймын да, әрі қарай люблю осылай пообщаться адаммен. Ага. Жалпы подкасттың несі КВН-ге байланысты емес па? Жоқ. Ага. Мен КВН-мен бастаймын. Бірақ біздің подписчиктер, көретін адамдар көбісі КВН-нан болған соң Иә. оларға да ұнайды деп ойлаймын. Енді мен білмеймін, маған солай ұнайды, маған адамды адам ретінде ашқан ұнайды да. Адамды андай образ ретінде ашқым келмейді вообще. Келеді де мен кейде даже айтамын балаларға, екі адам келеді осылай, жарыс кетеді тычка айтып. Иә. Пацаны вообще шутка айтпай ақ қойыңдаршы деймін. Мгм. О, мына жерде андай бір юмор жарысы емес, КВН болып отқан жоқ, просто общение. Сол ұнайды. Маған да осы ұнайды. Әңгіме ше. Болды онда. Андай тычка айту ұнамайды негізі ше. Бір рет Алматыда бір неге шақырды. Бір жоба андай көрермендермен мен типа жүргізуші қылып, екінші жүргізуші қылып. Юмор ма жоба, андай юмористический? Жалпы кімнің ғой? Нұрмахан Мұханұлы деген ағамыз, админ Анон дейтін жоба. Сөйтіп мені екінші жүргізуші қылып. Өзінің қасына. Иә. Получается, екеуміз екі жағында қонақ келеді. Ол әңгіме айтып, мен тоже әңгімеге араласып, шутить етіп отыру. Бірақ мен вообще әзіл айтпай қойдым. Тек Жабылып қалдың ба? иә, жабылып қалдым. Ана жер ұнамай қалды ма? Өз адамы болмай Өйткені қалды. андай орта болып кетті. Бірден айтса, екінші әзіл айтып ше. Талас болып кетті. Тыға береді да, и тычка көбейген жерде мен сөйлегім келмей кетеді уже. Қош деп тыңдамай қоямын сосын. Или бір мага Маған болмай қалды. осындай серьезно. Магамен мен шутить етіп отыра бере аламын до конца. Қалған адамдардың шуткасы ұнамайды маған. Маганікі ұнайды. Мысалы, қандай сенде болды осылай отырып қалып общение стак етіп осылай. Мен мысалы андайды жақсы көремін. Қазір заман сондай болып кеткен ғой. Мен соклассиктармен мысалы жиналсам, соткамды қарамауға тырысамын, короче. Мен за столом осылай бір достармен жиналсам, соткамды қарамауға тырысамын, короче. И біреу соткасын қара кете ма, мен сәл ренжи бастаймын, короче. Мән бермей жатыр деп па? Иә. Мен общение ма, не деп, короче. А маған нравится осындай живое общение. Байқайсың ба, живое общение азайып барады. Білмеймін енді, әркімді әртүрлі. Қазір не ғой андай енді заман интернет дамып жатыр да. Живое общение рас азайып барады. Даже қызбен танысқанда біреу нереально там переписка крутой сияқты болып көрінеді. Иә, біз андай неге байланып қалғанбыз ғой, ана телефонға қатты TikTok, Instagram яркий да. И жылдам болып кетті ғой қазір. TikTok-тың өзі деп отыра бересің ғой. Уақыт қалай өтіп кеткен білмей. 5 секунд ілмесе көрмейсің сондай. Иә, енді маған қатты үйрен қалдық та деп өмір тез өтіп жатқан ұқсап. Енді алып тастағанда как будто бәрі жай болып қалады өйтіп. Сағатқа қарайсың қайта 5 минуттың өзі өтпей кеткен ұқсап көрініп кетеді. Сол үшін шығар телефон қарай беретін адамдар. Сол үшін телефон қарай емес, уақыт үшін ба? Иә. Типа ішіп піспайды да. Білмеймін, мен жалпы өмірде тоже көп сөйлеспеймін ешкіммен. Көп тыңдаймын. Мен сөйлесіп тұрсам. Но подкастта сөйлесемін. Но андай адамдарым бар. Сол отырамын да үлкен кісілермен. Я могу вот так сесть. Мен прикинь, мен бір рет андай болды. Бір Алматыға барам. Сценарий жазуға и тұратын жер болмайды да. Барец бір досым үйіне тұрайыншы деймін. Үй үлкен. Апасымен ғана тұрады дейді, короче. Апасы үйден шықпайды вообще. Ол үйде қонбайды. Андай ол болады ғой. Алғашқы ол семьяда. И апасының қолына кетіп қалған. Апасы Мама деген әжесі ма? Иә, әжесі. Сендерді әжесі дейді. Апа дейді, просто кейбіреулер апаны, Мама сестраны апа дейді да. Но біздің жақта өйтіп айтпайды. Бізде де апаны апа дейді. Болды. И ана кісі, короче, андай, мен
үйге келем, мен өзім де көп шыққым келмейді далаға. Мен негізі андаймын. Вообще далаға шықпаймын, прикинь. Мгм. Сондай болады, короче. Я тоже выживший, короче. Ана Мгм. периодта көріп тастадым да, и қазір ана апаға қараймын. Ана апа үйден шығуға болмайды, ауру болмайды, жүре алмайды екен. Но общенияға охота ей общаться с кем-то. Просто Мгм. отырады балконда адамдарға қарап. А немересі түсінбейді. Мгм. Оған движ керек, кет қалады, не достарымен, не тренировка. И мен ана апамен, короче, сол кезде бір ай отырдым ғой, бір ай тұрдым, бір ай общение ұстадым ғой. Ойбай. Прям жалықпаймын, ападан сұрай беремін. Күшті сондай, ұнайды, короче. Мен мамамен могу. Мама ренжиді маған кәдімгідей. Үйге барамын, за стол екеуміз отырып қаламыз. 3 сағат общение ұстап тастаймын. Мама ренжиді, сенімен отырып шай ішіп қойдым, қайтадан звесім өседі деп. Сондай. И иногда кейбір адамдарды сеземін бүйтіп. Блин, андай әңгімесі келе жатыр, иә, и болды отырып қаламын, короче. Вот сондай моментті мен жақсы көремін. Когда сен соткадан тәуелді емес уақыттарың болады ғой. Мен де оянам, мен сотка қараймын бірінші. Вроде жаңағыдай ғой, сағат қарайсың деген сияқты. Бүкіл порталды тексеріп шығамын мен. Мен кірем сразу Инстаграм, мынау бүйтіпті, мынау атпай қапты. ТикТок, Ютуб. Миға сіңіп кеткен ғой. Иә. Қарайсың, 15 минут болды, жоқ. Вроде фук жай аштың жаптың. Түсіндір алдым ба? Түсіндім, иә. Енді мен оны шеше алмаймын енді. Мен өзім де сөйтем. Шеше алмайын болғанда мен андай айтқаным ғой, саған ұнайма осындай темка. Сен дорожишь таким временем. Типа бағалайсың ба сондай уақыттарыңды? Ондай уақыттар бола ма сенде? Көп қарамаймын негізі, бірақ үйге кешкісін келгенде мен бір жарым сағат мен қарап тастаймын. Сен қатты тоже тәуелді емессің бе? Қарап жатам да, ана миымдағын шығарып тастайтын сияқтымын через сол арқылы. Усталости ма? Иә. Бітті? Четкий болды ма? Ұнады ма саған? Маған ұнайды. Ұнайтын жерлерін атайын ба? Жаман Сенде жоқ па сұрақтар бізге? Интересующие какие-то, или можешь какие-то обсудить?